Болды. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, қайырлы күн, келіп жатқан қонақтар. Біз қазіргі таңда Джемон Групп компаниясының трансляциясында отырмыз. Менің есімім Алтынай Ақбердиева. Осы компанияның партнерымын, серіктесімін. Негізі өзімнің профессиям дәрігер-вирусолог, инфекционист и диагнозбын. Қанша жыл өкіметке қызмет жасадық. Енді әрқашанда мынау қоян қолтық өмір сүру керек дейді ғой. Сол сияқты міне уже 10 жылдан бері осы сетевой системада жұмыс жасап келе жатырмын. Енді бұл қазіргі таңда мен қалай келдім бұл сетевой системаға? Бұл сетевой системаға енді как дәрігер ретінде, традиционный дәрігер ретінде мен деген мынандай БАДы, бұндай жаңағындай шөп дәрілер дегенге өте қарсы болатынмын негізінде. Рахмет, Айгүл ханым. Сондықтан менде де көптеген өзімде диагноздар болды. Ең соның ішінде көп кездесетін менде өзімде гипертензия, давление болған. Ең бірінші жақсы алған әсерім, жақсы алған нәтижем осындай өнімдерді ішіп, мен сол давлениядан, гипертензиядан құтылдым. Содан кейін барып, мен басымды осындай шөп дәрілермен емделуге, фармацияны қолданбауға сол кезден бастап көштім. Енді оған қазіргі таңда уже 10-шы жыл болып жатыр. Қазіргі таңда осы Джемон Групп компаниясында серіктеспіз. Енді бұл Джемон Групп компаниясы жақын арада ғана келген, ең алпауыт, ең қазіргі заманауи, заманға сай, жаңағындай нанотехнологиямен, жаңағындай заманауи әдістермен, методтармен жасалып шығып жатқан осындай өнімдер. Бұл негізінде компаниялардың ішінде де қарап отырсаңыздар, бұл үлкен корпорация. Корпорация дегенді өздеріңіз білесіздер, да? Ол корпорация деген ең үлкен жаңағы бүкіл өздерінің жаңағы сырье дейді ғой, сондайлары бар. Өздерінің 22-24 гектар жерді алып жатқан үлкен алпауыт осындай корпорация. Қытай еліндегі ең бірінші орында тұрған осындай үлкен адамның денсаулығына көмектесіп жатқан үлкен корпорацияның бірі, алдыңғы қатарда тұрған корпорация. Қытайдың өзінде ол жаңағы 4 жерде, Қытайдың 4 жағында орналасуы бойынша. Енді бұны айта кететін болсақ, үлкен жаңа айтып кеттім, 24 гектар жерді алып жатыр. Оның ішінде өздерінің производствосы бар, оның ішінде өздерінің плантациялары бар. Плантация дегенді білеміз, иә? Ол жаңағы өсімдіктерді өсіру, баптау, қарау, соның барлығы сол плантацияда өсіріліп, өздерінің шикізаттары бар. Одан кейін ол жерде жаңағы пастбище дейміз. Ол жерде өздерінің жаңағы біздің пептидтарды алып жатқан жануарларды, соларды баптап өсіріп, солардан жаңағы өнімдерді алып жатыр. Одан кейін ол жерде өздерінің үлкен жаңағы научный центр, ғылыми зерттеу орталығы бар. Ол ғылыми зерттеу орталығында босқа емес, ол 90-нан аса жаңағындай ғылыми кәсіпкерлер, ғылыми жаңағы адамдар, ғылыми зерттеумен айналысатын үлкен тәжірибелі кісілер жұмыс жасап жатыр. Одан кейін бұл жерде өздерінің үлкен логистикасы бар. Логистиканың өзі қолға алынған. Енді қазіргі таңда бізге Қазақстанға енді кіріп жатыр. Сондықтан қазір логистиканы есіктен есікке дейді ғой, апарып беру. Ол енді үлкен қолға алынады. Қазір ғана кіріп, жаңағындай официальный түрде бүкіл документтерінің бәрі жасалып, Қазақстанға кіріп жатыр. Қазақстанға кіргенде біздің Азияда уже 5 мемлекетке кіріп, сол жаңағы жоспарменен кіріп жатыр. Ең бірінші бізде Қазақстанда, Түркменстанда, Таджикистанда, Қырғызстанда, Өзбекстанда. Енді бұлардың мақсаттары бізге келгендегі ең бірінші осы Қазақстанға келіп, Қазақстан арқылы үлкен Азияны ашамыз деп отыр. Енді бұл Қазақстанға алып келген кісі біздің, өздеріңіз жақсы білесіздер, Ардақ ханым біздің Сайрагүл ханымның жақсы досы, кішкентай кезінен келе жатқан. Енді жаңағы сол кісі, сол корпорацияның ең белді, ең жаңағындай активті мүшелерінің бірі, доска почетада тұр, оның бәрін естіп жатқан шығарсыздар, оның бәрін көріп жатқан шығарсыздар.
Енді оның барлығын ары қарай өздеріңіз қарап көріп аласыздар, иә. Енді историясы бұл жерде жаңағы атадан мұраға беріліп келе жатқан үлкен рецепттермен керемет жаңа не дейді секретный рецепттер дейді ғой, құпия рецепттермен жасалынған осындай продукциялар. Ол үлкен корпорация, осы Қытайдағы ең үлкен 3 компанияның атадан мұраға беріліп жатқан осындай осындай компаниялардың осындай рецепттерін түбегейлі сатып алып отыр. Ардақ ханым қайта-қайта айтып жатыр, оларда жаңағы договормен жасап жатқан жоқ. Олар жаңағындай кәдімгідей сол 3 компанияны сатып алып, сол өнімдерді ары қарай зерттеумен, ары қарай соны жақсылап, ары қарай тағы да кереметтілігімен, жақсы методикаларымен адамның денсаулығына керемет қажеттілігін өндіруде. Енді бұны айтып кететін болсақ, бұл корпорация, өздеріңіз білесіздер, Қытайда негізінде сетевая система рұқсат берілмеген, иә, негізінде сетевой системаға кіру үшін өте үлкен жаңағындай доказательство дейді, үлкен жаңағындай депозит болу керек, адамның жаңағы ешқандай адамдарға қауіп төндірмеу керек, қарыз болмау керек деген сияқты сондай қағидамен үлкен осындай 32 жыл бойы істелінген корпорация. Ол 32 жыл істегенде 22 жылға дейін, 22 жылдан бастап қана сетевой системаға кіріп отыр. Оған дейін бұлар немен занимация етті? Оған дейін корпорация кәдімгі ғылыми зерттеу орталығы болған. Өздеріңіз білесіздер, шығыс медицинасы әрқашанда бірінші орында шөппен емдеу жағынан. Біз енді медицинада да оқыған кезде көбінде біз сол шығыс медицинасын көбінде жаңа алға қойып отырамыз. Неге? Себебі бұл жерде шөптің зерттеуін, шөптің адамға жаңағы қасиетін, емдеу қасиетін толық, одан кейін жаңағы атадан мұраға келе жатқан, 7000 ғасырдан бері келе жатқан, императорлардың кезінен келе жатқан осындай жаңағындай рецепттер. Одан кейін жаңа шығыс медицинасы адамның организміне ешқандай жаңағындай қауіп келтірмей, жаңағындай сондай методикалармен жеңіл түрде адамның ағзасын қайта орнына келтіру ретінде сондай методикамен емдеп келе жатыр. Енді бұл корпорацияның атадан мұраға берілген, қазіргі Джимон Group деп айтып жатырмыз. Джимон деген сол осы корпорацияны ашқан, корпорацияны орнына аяғынан қойған сол кісінің қазіргі таңда өзінің жаңағындай баласына беріліп, сол баласы осыны басқарып отыр. Ол кісі Қытайда өте танымал. Енді өздеріңіз білесіздер, ол корпорациямен жұмыс істеу деген енді үлкен алпауыт корпорация, оңай тірлік емес. Қытайда ең бірінші орындағы танымал корпорациялардың бірі. Енді өздеріңіз түсініп отқан шығарсыздар, қандай жерге жұмысқа келдік деп. Енді қараңыздар, қазіргі таңда, мен сіздерге айта кетейін тағы да, қазіргі таңда бұл компанияда именно денсаулықты сақтау саласында 3 жаңағы түрлі бағытта жаңағындай жұмыс жасап жатыр. Бұл жерде 22 жылдан бері неге сетевой системаға шықты деп ойлайсыздар? Өздеріңіз білесіздер, барлық жаңағы ковид кезінде көп компаниялардың барлығы онлайн жұмыс жасады. Енді бұған дейінде ол сетевойға шықпай тұрып та корпорация бүкіл шөптердің жаңағы жасалған дәрі-дәрмектерді сол Қытайдың талғат не болып кетті. Сол Қытайдың жаңағы бүкіл 156 клиникасына сол дәрі-дәрмектерді осы шөптен жасалған жеткізіліп отырған. Көрдіңіздер ме? Енді өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда біздің Қазақстанда БАДы десе, осындай шөптен жасалған дәрілер десе, оларға рұқсат бермейді. Бізде тек қана традиционный медицинамен емделеді, и то жаңағы протокол арқылы емделеді. Өздеріңіз ойлаңыздаршы, адамның организмін протоколмен емдеу деген ол не масқара. Мен өте қарсымын. Негізінде айтамыз ғой, мына дәрігерлер өзімізді андай гиппократовский клятва бердік қой, ол кезде ол қандай да жолмен, қандай да немен біз адамның денсаулығын жаңағындай реттеуге көмектесуіміз керек, сондай жаңағындай клятва бергенбіз. Сонда мен жаңа өзімнің традиционный медицинадағы
Әріптестеріме айтам ғой, ой Алтынай, бізде протоколмен бізге бұндайларды қосқызбайды, бізді құртады, жаңағындай нарушение жасасақ штраф салады деп жатады да. Негізінде қазіргі таңда адамдардың барлығы грамотный, барлығы осындай ютубқа, сосын жаңағы сеттерге кіріп алып өздеріне диагноз қойып алады, иә. Сөйтеді дағы соның бәрін ішіп, организмнің бәрін бүлдіріп, сөйтеді дағы дәрігерге келеді. Конечно, оны да түсінуге болады. Енді қараңыздар, енді бұл жерде бүгінгі таңда қазір менің айтайын деп отырғаным енді ол емес, енді олардың барлығын өзіміз білеміз, кім қандай жағдайда, қандай состояниеда, қалай емделіп жатыр, қай жақты, қай саланы қолдап жатыр деген сияқты, иә. Мен өзім дәрігер болсам да айтамын, всегда қыздарға, қыздар протоколмен емдеу дегенді қойыңдар, әр адамның өзінің жаңағы ағзадан бастап емделу керек. Сондықтан бір ғана мүшені, бір ғана системаны бөліп алу, емдеу деген жоқ. Қазіргі таңда сондай салаға келе жатырмыз. Алтынай, микрофоныңызды қосыңызшы. Өшіріп кетті. Ойбай. Қай кезден бастап естілмей қалды? Осы бір 10 секундтай. Хорошо. Енді қазіргі таңда бұл корпорациядан жаңағы келіп атқан, бізге официально келіп атқан өнімдердің 19 өнімнің түрі бар. Ол 19 өнімнің барлығының сертификатының барлығы бар, протоколдары бар. Бүкіл жаңағы доказательство дейді ғой, протокол. Соның барлығы бар. Одан кейін бұл корпорация өзі неме дейді, жаңағы ИСОның правила соответствия ИСО дейді ғой, сондай заңдар арқылы заңменен жасалынып отыр. Енді бізге Қазақстанға кірген кезде кеше Талғат мырза түсіндіріп кетті. Тағы да бір кішкене қысқаша айтып өтейін. Бұл жерде жаңағы таможнядан өтетін декларациясы бар. Одан кейін жаңағы бүкіл қағаздарының барлығы бар, рұқсат қағаздарының барлығы жасалынып жатыр. Қазіргі таңда официально кірісеміз. Құда қаласа скоро барлығы официально ашылады. Қазіргі таңда үлкен офис іздеп жатырмыз, іздеп қойдық та, уже 1 декабрьден бастап Алла қаласа көшеміз. Енді бұл жерде система обучения ең бірінші орынға қойылу керек деп айтып келе жатырмыз. Енді үйде отырып онлайн тыңдаған өте керемет. Таңғы сағат 10-нан бастап сіздермен бірге, как завтрак ішкен сияқты, таңғы ас деп осылай шығарып отырмыз. Одан кейін күнделікті каждый офиста, қазір ғана енді бастап жатырмыз, қазір бәрін изучать етіп жатырмыз. Бүкіл офистардың барлығында сағат 2-де, 1-де осындай сабақ болады. Ал енді біз продуктымызға көшейік. Продуктлардың ішінде ең бірінші біз келген кезде, мен қай жерге, қай компанияға барсам да, ең бірінші біз өнімдерді қарап отырамыз. Өнімдерді ұялмай, осыны жаңағындай побочный эффекті бермей, жаңағындай арзан өнім емес, бүкіл документінің бәрі бар, нәтижелері күшті, соның бәрін қарап өтеміз. Сертификатына дейін. Енді мен бұл компанияға келген кезде ең бірінші қолға алғанымыз біздің мынау көз өнімі болды. Көз өнімі бұл антибактериальный жидкость деп айтылады. Міне қорабының өзі, оформлениясының өзін мен бірінші көрген кезде таң қалдым, қандай керемет мынаны қолға ұстаудың өзі деп. Енді қараңыздар, мына жерде былай қарасаңыздар, бүкіл QR бар, бүкіл адресі бар, бүкіл жаңағы жазылған мынаның барлығын түсіріп орысшаға аударсаңыздар, түгел осы жерде жазулы тұр. Міне, мына QR-ға кірсеңіздер, қандай да бір ненің, қандай да бір дәрі-дәрмек болсын, қандай да бір зат болсын, соны подлиннысын, жаңағы сол оригинал екенін тексергілеріңіз келсе, мына QR-ға кіріп қарасаңыздар, барлығын көре аласыздар. Адресі бәрі тұрады мына жерде. Солай жасалынған, қараңыздар, қорабының өзі керемет. Енді мен тағы біріншіден айтып кететінім, бұл корпорация қазіргі именно адамдардың жағдайларын, денсаулықтарын жөндеу бағытында жұмыс істеп жатыр. Ол жерде қазір бізде 3 бағытта жұмыс істеп жатыр. Ең бірінші қолға алғаны көз ауруларының алдын алу.
иә, бұл бір бағыты. Көз аурулары қазіргі таңда өте үдеп бара жатыр. Иә, кішкентай балалардың өздері қазір кішкентайдан бастап барлығы телефонда отырады, гаджетте отырады, көзбен жұмыс істейміз. Көздің жаңағы балалардың өсу кезінде олар уже өсу қабілетінде сондай торможениялар болып жатыр. Көздің көрмей қалуы, астигматизм, косоглазия, сондай көп нәрселер көздің жаңағындай близорукость, дальнозоркость дейді. Соның барлығы астигматизм дейді. Соның барлығы қазіргі жағдайда кішкентай кездерінен бастап балалардың болып жатыр. 70% деп айтсақ болады. Бүкіл жер жүзінде осындай көз аурулары қазіргі таңда өте көп. Енді екінші бағыты олардың адамның ағзасын тазалау, оны қалыпқа келтіру. Одан кейін үшінші бағыты ол жаңағы табиғи косметика. Табиғи косметика, оның барлығын қазір айтып өтемін. Ең бірінші біздің деп келіп осы компанияға қолға алғанымыз осы көз өнімі болды. Бұл мынандай керемет, мынандай жидкость. Бұның ішінде 10 мл деп жазулы тұр мына жерде. Бұл кереметтің кереметі, чудо продукт. Мен айтам, бұл деген қазіргі замандағы чудо продуктының бірі. Бұндай продуктыны мен әлі күнге дейін, осы күнге дейін кездестірген жоқпын. Бұның қасиеті, бұның жаңағы басқа, бұларды БАДилар деп атай алмаймыз. Бұлар фармацевтика. Фармацевтика дегеніміз жаңағы шөптердің адам организміне көмектесетін емдік қасиеттерменен, сол емдік қасиетпен емдеп жатқан нанотехнология, нанопродукция. Мельчайшие жаңағы БАДиларымызды біз егер адамның клеткаларын толықтыру, дефициттарын жаңағы толықтыру дейтін болсақ, бұл продуктылар парафармацевтика дейміз, адамның организмінде тазалау арқылы, одан кейін толықтыру арқылы, одан кейін жаңағы закрепляйт дейміз ғой, сол 3 бағытта жұмыс жасап жатыр. Енді бұның көзге ғана несі, бұның ішінде 12 түрлі шөптің құрамы бар екен. Бұның жаңағы атадан мұраға келе жатқан уақыты қазір 56-шы поколенияға келіпті. Почти 5000 ғасырдан бері келе жатқан осындай рецепт екен. Енді бұны коробканы былай ашатын болсақ, өте керемет. Мынандай ашылған кезде көз дәрігерлеріне барған болсаңыздар, мынандай жаңағындай доска болады, білесіздер. Ең бірінші осы жаңағы мына өнімді қолданардың алдында адамның көру қасиетін тексеріп аламыз. Бірінші қаншыншы строкаға дейін көріп тұрсыз, көріп алыңыз деп. 15 сантиметр, 30 сантиметр ары қарай көрсетесіздер. Осы каждый осы коробканың үстінде осындай вкладыш бар. Одан кейін оның ішінде мынандай шаригі болады. Мынаны ашқан кезде мынаның ішінде пробка тұрады, соны көбісі түсінбей жатыр. Кейде мына пробканы қатты тартқан кезде мынау ашылып кетіп, төгіліп қалып жатыр көбісінде. Сондықтан байқап, с осторожностью пробканы аласыздар. Пробканы алған кезде мынандай шарикті қайтадан, осындай 2 түрлі шарик болады. Бұл шариктің біреуін өзіңізге индивидуально қолданасыздар. Негізінде бұл әр адамның өзінде болуы керек қалтасында, әр адам индивидуально қолдану керек. Гигиена жағынан әр адамның өзінде болу керек. Енді 2 шарик қойған, оны да қарастырған көрдіңіздер ма? Егер сіз өзіңіз қолданатын болсаңыз, 1 шарикпен қолданасыз, сол 1 шарик өзіңізде болады постоянно, ал басқа адамға қолданатын болсаңыздар, 2-ші шарикті қойып қолданасыздар. Неге? Себебі қазір өздеріңіз білесіздер, әр адамның терісінде әртүрлі жаңағындай клеткалар, микробтар, микроорганизмдер болуы мүмкін. Ол адамның организміне зиян келтірмесе, екінші адам организміне түскен кезде ол зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан соны гигиенаны сақтау үшін осындай керемет, осындай 2 шарик жасап қойған. Мына шарикті жаңа пробканы аласыздар, мынаны дұрыстап ұстап тұрып, соны қайтадан кіргізіп, жаңа шарикті қойып аласыздар. Енді бұның кереметі не? Бұның кереметі кәдімгідей көзге жағасыздар, оның барлығын көріп отырсыздар. Мен оның қазір бәрін көрсетпей қояйын. Көзге мынау дөңгелету арқылы жағып өтесіздер көздің айналасына, и сол кезде жаңағы көздің көру қасиетін жақсартады. Одан кейін астигматизмді, косоглазияны, катарактыны, глаукомаға қалай көмектеседі деп көп адамдар сұрап жатады. Глаукомаға көмектескенде жаңағы көзге келіп, жаңағы жарықты түсірген кезде, егер сол көз жарықты көріп тұрса, жарықты сезіп тұрса, ол глаукома, значит, бері қарай қайтара алады деген сөз.
қолдана беру керек. Содан кейін көбісі сұрайды, бұны қанша рет қолданамыз, қалай қолданамыз деп. Бұны қолданудың бір сондай бір қағидасы жоқ. Күніне 3 рет, 5 рет деген. Қай кезде қолдансаңыздар да, қанша рет қолдансаңыздар да қолдана беріңіздер. Оның ешқандай зияны жоқ. Бұның құрамында ешқандай химия, ешқандай қосынды примес ештеме жоқ. Ол бір. Одан кейін екіншіден бұл тек қана көзге ғана емес, бізде жаңағы құлақтың айналасында мына жерде гусиная лапка деген бар, осы жерде жаңағы шұңқыр. Осыған жағасыздар, құлақтың айналасына, құлақтың артына осылай жақсаңыздар. Очки киіп отырмын, бірақ менің қазір көру қабілетім жақсарып жатыр. Оның бәріне қазір жауап беремін, неге екенін. Енді қараңыздар, одан кейін мына құлақтың айналасына жағасыздар. Тугоухость дейді, да? Тугоухость дегеніміз құлақтың есту қабілеті. Қанша уақыттан бері естімей жүрген кісілер осыны жағып, 3 күнде құлағының жаңағы есту қабілеті жақсарып кетіп жатқандар бар. Көбінде жаңағы аурудан, ОРВИ, грипп, сондай аурулардан көбінде остаточное явление қалып жатады. Көбінде ол отит болып жатады, құлақтан. Құлақтың естімеуі, құлақтың гүңгірлеуі, қышуы, соның барлығын орнына келтіреді. Одан кейін зоб дейді, зоб болса, мысалға тиреотоксикоз, одан кейін жаңағы жаңағы ненің зоптың біздің қалқанша безінің жұмысының төмендеп кетуі, жаңағы нормадан тыс жұмыс жасап кетуі, соның барлығын қалпына келтіру үшін оның барлығын жаңағы мына осы нені жағып, мынандай тамақтарыңызға осылай жағып қойсаңыздар, оған да өте күшті көмектеседі. Одан кейін тамақтың жөтелуі, першение дейді, тамақтан жаңа тоқтамай жөтеліп, жаңа воспалительный процесс болып басталып келе жатқан кезде тамаққа жақсаңыздар болады. Одан кейін мына мұрынның айналасына жағып қойсаңыздар, қазіргі таңда неше түрлі вирустар болып жатыр. Сол демнің арасында әсер етіп, мұрындағы толып тұрған жаңағы маңқаның барлығын сыртқа шығарып, өте күшті көмектеседі. Одан кейін гайморитқа да өте жақсы көмектесіп жатыр. Одан кейін бастарыңыз тырысып, осындай кейде болады ғой, метеочувствительность деп, сондай болып, жаңағындай баста бір ауыр болып, бір түрлі жағдайда тұрсаңыздар, осыны жаңағы затылочная область дейді, мына жақта тесіктер, жаңағы вдоль позвоночника, сол жерге де жағуға болады. Даже мына шаштың айналасына басқа жағуға болады. Өткенде маған бір кісі келді, басымның тура мына жерім жаман тырысып тұр деді. Сосын алдымдағы барлық жеріне жағып, тура шаштың арасына прям жағып бердім. Сол жарты сағаттан кейін у нее прояснилось, все хорошо деп, нормально деп кетті. Енді одан кейін тағы да бір қасиеті, бұны мен негізі скорая помощь деп айтам қазіргі таңда. Әр адамның қалтасында болу керек. Тағы да айтып кетем, бұның ешқандай зияны жоқ. Кішкентай балаларға да, үлкендерге де бәріне қолдана беруге болады. Одан кейін жаңағы кішкентай балалардың іші ауырып, желденіп, қатты жылап, сондай болып кетеді ғой, өздеріңізде де болады желденуде. Сол кезде кіндіктің айналасына жағу керек. Кіндіктің айналасына жақсаңыздар, өте күшті көмектеседі. Одан кейін жаңағы шатқа, одан кейін бүйректеріңіз ауырып жатса, қай жеріңіз ауырып тұр, сол жерге жағуға болады. Одан кейін жаңағы температурасы түсіріп, сүйектердің ауырсынуы басылу үшін, например, простудный заболеваниялар болатын болса, вдоль позвоночника, позвоночниктің шетіндегі кішкентай жаңа шұңқырлар болады ғой, сол жерлерге жағу керек. Одан кейін жаңа 2 лопатка дейді, соның айналасына жақсаңыздар. Одан кейін мынандай буындар, полиартрит болып жатады, адамдарда қақсап ауырып, сол мынандай буындарға да жаға беруге болады. Одан кейін аяқтың буынына, аяқтың жаңа чашка дейміз ғой, чашканы айландыра жағу керек. Одан кейін жаңағы буынның артқы жағына аяқтың жағуға болады. Енді барлық жерде, мысалға суық тиіп қалды, кондердің астында отырып қалды, суық ұстап қалды, иықтарыңыздан суық ұстап қалды, мойындарыңызды бұра алмай қалдыңыздар. Солардың барлығына бұл өте күшті көмектеседі. Онда қазір сұрақтарыңызды жаза беріңіздер, мен барлығын айтып болғаннан кейін барып сұраққа жауап беремін. Міне мынау осындай керемет чудо карандаш. Бұл енді айтып кетейін, бұл жаңағы негізінде көз ауруларын алдын алу ретінде қолданылатын өте керемет осындай антибактериальная жидкость дейді. Ішінде 12 түрлі шөптен жасалған, 7 ғасырдан бері келе жатқан осындай чудо продукт. Алыңыздар, өте жаңағындай
10 минут 15 минуттың ішінде керемет осындай көмектеседі. Бұл біздің осындай көз карандашымыз. Қазіргі таңда осы компанияға келген бүкіл серіктестердің бәрі уже қолданды деп ойлаймын. Барлығында да бізде қазір осы карандашты қолдану арқылы бізде қазір уже фактіменен 2 кісі катарактіден операциядан құтылды. Операцияны жасамау себебі осы карандаштың көмектесуі арқасында. Рекламаны көріп, келіп, қолданып, одан кейін міне осы катарактымнан операцияға барайын деп тұр едім деп алып кеткен кісілер қолданып, көздерінің жаңағы жақсы болып, сондай керемет жағдайлар болып жатыр. Одан кейін даже мен сіздерге айтып кетейін, бұл жерде позвоночная грыжа, оған да жақсы көмектеседі. Негізінде бұл ауырсынуды басады. Қалай бұл тез действовать етеді деп сұрап жатқан сұрақтар болады. Мен өзім сондай сұрақ қойдым. Бұның жаңағы тез көмектесу себебі бұл жаңағы клеткаға сіңген кезде өте тез сіңеді екен, өте тез. Почему? Потому что нанотехнологиямен жасалған нанопродукты, жаңағы нанотехнологияда керемет жаңағы клеткаға сіңімділігі өте тез. Клеткаға сіңімділігі өте тез, сондықтан клетканың ядросына дейін, клетканы білесіздер, клетканың оболочкасы көп жаңағы нәрселерді жібермейді ішке қарай да, клеткаға қарай. Сондықтан мынау клетканың оболочкасынан өтіп, кәдімгі клеткадан бастап, жаңағы сол клетканың ішіндегі болып жатқан реакциялардың бәрін, жаңағы тырысып тұрған нәрсенің барлығын жазып, именно нерв клеткаларына действовать етіп, одан кейін жаңағы заменяет иглоукалывание. Иглоукалывание білесіздер да, оны не үшін істейтін, тырысып тұрған жердің барлығын жазып, сол циркуляцияны жақсарту үшін жасайды, иглоукалывание. Бұл ол иглоукалываниедан да өте күшті действовать етеді. Сіңімділігі өте тез. Мен сіздерге айтайын, 6 секундтың ішінде, 10 секундтың ішінде клеткаға еніп, бүкілінің бәрін орнына келтіреді. Бұл осындай өнім. Одан кейін екінші саласы бізде жаңағы адамдардың ағзасын тазалау дейміз. Бұл жерде ағзаны тазалау кезінде, бұл жерде шығыс медицинасында ағзаны тазалап қана қоймайды. Ең бірінші бізде жаңағы осындай программа бар, ағзаны тазалау программасы. Ол ағзаны тазалау программасына 5 түрлі өнім кіреді. Одан кейін ол ағзаны тазалау программасының 2 түрі бар. Талғат, көрсетесіз бе жаңағы нелерді? Слайдты. Жарайды, айта берейін. Сол ағзаның тазалайтын программасының 2 түрі бар. 2 түрі, біреуі сосудтарды тазалайтын өнімменен бірге жүреді. Екіншісі жаңағы бүйректі тазалайтын өнімменен бірге жүреді. Мынау қазіргі менің қолымда ұстап отқаным, қазір слайдтан да көріп отырсыздар. Ашылды. Мынау бірінші тұрған жаңағы қою көк дейді ғой, темный көк цвет, міне қорабы осындай. Бұл жерде де өте керемет. Бұл жаңағы ең бірінші сол программаға кіретін біздің өніміміз. Бұл өнім жаңағы сосудтарды тазалап, жүректің моторикасын орнына келтіреді. Кеше біреулер сұрақ қойып жатыр, сосудты тазалаған кезде, түсінеміз, сосуд тазалайды. Бірақ сол сосудтағы қанды тазалаған кезде бізге қажетті жаңағы микро-макро элементтердің бәрін жойып кетпей ма деп жатады. Жоқ, ондай емес. Бұл жаңағы организмдегі керек емес холестериндер, одан кейін липидтер организмде, сосын кейін организмде жаңағы қан тамырындағы қандарды разжижает, сұйықтандырады. Одан кейін сол жердегі ең бірінші бұның жаңағы мақсаты қандағы тромбаларды ертіп, соның барлығын сыртқа шығарады, токсиндерден тазалайды. Одан кейін қанның жаңағы сосудтардың стенкаларын укреплять етеді, эластичный қылады. Өздеріңіз білесіздер де, қазіргі таңда өте көп давлениемен, гипертензиямен ауыратын кісілер да, гипотоники, негізі диагноз жаңағы давление деген диагноз жоқ. Негізі гипертоники, гипотоники, енді оның өзі қанның қойылуы, қанның жаңағы тромбоциттің пайда болуы, холестерин, сахар, одан кейін жаңағы бляшки дейді, соның барлығының пайда болуы ол бостан босқа емес. Оған тағы басқа да органдардың, басқа да системалардың да мүмкін әсері бар болуы мүмкін,
Бірденнен болмайды, ол гипертония, гипертензия, оның барлығы бірте-бірте болатын жағдай. Қазіргі таңда өте көп жасарып бара жатыр осындай аурулар, сондықтан бұны ішкен кезде бұның барлығы да жаңағы шөптен жасалған тоже. Бұл жерде ешқандай химиялық қоспалар жоқ бұл жерде. Егер қорапты алып қарасаңыздар, бұның ішінде жаңағындай таблетированном виде дейді, бұны алып тілдің астына қойып суыру арқылы организмде жаңағы қанның құрамын жақсартып, қанның құрамын тазартады. Енді өздеріңіз білесіздер, егер қан қою болатын болса, қанның құрамы таза емес болатын болса, холестерин, сахар, жаңағы холестериновые бляшки дейді, сосудтардың барлығына чайниктің ішінде қатып қалған нәкип сияқты сондай кальцинация болып жатады. Одан кейін қан тамырлары жаңағы ішінде жаңағы тарылып атады. Сол жерден жаңағы қан жүрмей жатады. Міне соның барлығын мынау тазалап, қанның айналуын, кровообращениені орнына келтіреді. Одан кейін жүректің моторикасын, жүректің ритмін, соның барлығын орнына келтіреді. Өздеріңіз білесіздер, каждый клетка, каждый ткань, каждый органға таза қан бармаса, егер қан таза жақсы барып отырса, микро-макро элементтердің барлығы сол қан арқылы, оттегі сол қан арқылы жетіп отырса, организмдегі бүкіл органдардың бәрі, ткандердің бәрі дұрыс питация етіліп отырса, организмде ешқандай ауру болмайды. Мынау ең керемет осындай қан өнімдерін тазалау, орнына келтіру, особенно жаңағы қойылған қандардың барлығын орнына келтіру арқылы осындай әсері бар. Бұл қан тазалау жаңағы жүректің сердечно-сосудистой системаға көмектесетін керемет жаңағындай шөп өнімі. Енді қарасаңыздар, бұл жерде де тағы мен айтуды ұмытып кетіппін. Біздің бүкіл жаңағы осы өнімдеріміздің барлығы сохранится етілген, безопасность жаңағындай пик деген осындай страховой жаңағындай несі бар, белгісі бар. Бұл значит, бұны қорықпай қабылдай беруге болады деген сөз, безопасно деген сөз. Сондықтан бұны қорықпай қабылдай беруге болады. Енді бұл жерде жаңағы жас аралығына байланысты кім ішуге болмайды, кім ішуге болады. Оның барлығын енді беременный адамдарға, бала емізіп жүргендерге, 18 жасқа дейінгі балаларға көбінде жаңағы дозасын кішірейтіп ішуге болатын шығар, егер жаңағындай қан тамырлар аурулары болатын болса. Бірақ на самом деле с осторожностью ішкен дұрыс. Енді бұны егер профилактика ретінде ішемін десеңіздер, күніне бір капсуласын тілдің астына салып сорып жүрсеңіздер, кәдімгі айтады ғой, 30 жастан кейін, 40 жастан кейін кардиомагнил ішіп жүріңіздер, қан сұйылту керек, холестеринін тазалап отыру керек деп. Сол сияқты кардиомагнилдің орнына осыны ішіп профилактика ретінде қолдансаңыздар болады. Ал егер прединфарктное состояние, прединсультное состояние, жаңағы қайта-қайта гипертензия соның барлығы болатын болса, онда жаңағындай емдеу несін дозасын ішу керек. Емдеу дозасы бұл жерде тілдің астына таңертең и кешке ұйқының алдында тілдің астына салып сору керек. Күніне 4 штук ішу керек деп тұр. Таңертең 3 штук ішу керек. Таңертең 2 капсуланы тілдің астына салып сорасыз. Тамақтың алдында, тамақ ішердің алдында, кешке ұйқының алдында жарты сағат бұрын 1 капсуланы тілдің астына салып соруға болады. Қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, осындай инфаркт, инсульт аурулары жасарып кетті, я. Жаңағындай ұйықтап жатып кетіп қапты, тындай жаңағындай машинада жүріп келе жатып жаңағы бірденнен кетіп қапты деген нәрселерді, соның барлығы қазіргі осындай таңда, осындай жағдайдан болып жатқан нәрсе. Оның барлығы неден? Оның барлығы біздің экологиямыз, біздің ішіп жатқан тамағымыз, фастфудтар көбінде давлениенің барлығы сондайдан болып жатқан нәрселер. Бұл енді біздің жаңағы қан айналымын жақсарту өнімі. Бұл жаңағы сол 5 продукцияның ішіне кіреді. Одан кейін бұл жерде жаңағы асқазан шек жолдарын тазартатын мынандай керемет өніміміз бар. Бұл өнім не істейді? Бұл өнім организмде асқазанды, шекті, бауырды, бүйректі, көк бауырды, одан кейін өт жолын, өт қабының жұмысын,
соның барлығын орнына келіп туралап бәрін тазалайды. Енді бұл не істейді? Бұл организмге түскен кезде воспалительный процесс дейді ғой организмде. Гастрит, одан кейін дуоденит, холецистит, панкреатит, одан кейін жаңағындай еритін тастар болатын болса, мысалға неге өтте тас жиналады деп ойлайсыздар? Өтте, например, тас, жаңа өттің қабы өзінің бауырдан келген өтті жаңағындай не жиналып, сол өтті жаңағы неге 12 шекке толық жиналып, жазылып жіберіп тұру керек, иә. Сол толық жиналып жазылмаған кезде сол өттің ішінде өт қалып қояды. Застой желчи дейді, застой дейді. Сол застойдан сол жерде қалып қоя берген өттің жаңағы әсерінен сол жерде майдаланып, жаңағы қоюланып, содан тас пайда болады. Ол жерде еритін тас, ерімейтін тас болып бөлінеді. Енді оны қазіргі таңда еритін, ерімейтінін біздің урологический институт бар, сол жерге барып білсеңіздер болады. Көбінде жаңағы диагностика жасаған кезде натопыш деп атады. Натопыш дегеніміз өт қабында жаңағы сондайдан қалып жиналған не тас сияқты жиналып, сондай тас сияқты жиналып қалады. Бірақ кейбір тастар осыны ішіп бастаған кезде ол кәдімгі бор сияқты езіліп, майдаланып, ол сыртқа шығып кетуі мүмкін. Сондықтан енді, конечно, тас бар адамдар с осторожностью ұшу керек. Одан кейін жаңағы майда тастар болатын болса, қорықпай іше беріңіздер. Үлкен тас болатын болса, ол жаңа протокқа келіп тұрып қалуы мүмкін. Сондықтан абай болу керек. Бұл организмге түскен кезде, бұл ас қорыту жолын жөндеу слизистыйдан бастап бәрін жөндей бастайды. Слизистыйда гастрит болатын болса, енді басталып келе жатқан соның жаңағы ферменттердің бөлінуін, одан кейін шектердегі ферменттердің дұрыс бөлінуін, слиздің дұрыс бөлінуін, одан кейін жаңағы структуралардың, бауырдың структурасын, жаңағы паренхимасы бұзылып жатыр, соның барлығын қайта орнына келтіреді, клеткалардың бәрін қайта орнына келтіреді. Сол жердегі токсиндерден, сол жердегі шлактерден, межклеточное пространстводағы жаңағы свободный радикалы дейді. Свободный радикалының оның жаңағындай определенный несі оның себебі, жақсы себебі де бар, и ол одан жаңағы неден нормадан түс көбейіп кетсе, оның зияны да бар, иә. Сондықтан соның барлығын тазалап шығарып отырамыз, организмдегі жиналған. Сосын кейбір нелер бар, клеткалардың жаңарып отыру уақытысы бар, иә. Жаңарып отыру уақытысында көп клеткалар организмде, адам организмі сыртқа жақсы шығарып тастай алмайдағы жаңағы өлген шлактар, токсиндер іште көп қалып қойып жатады. Сол іште қалып қойған токсиндер адамға өте қатты 2 есе, 3 есе әсер етеді. Эндогенный интоксикация деп жатады. Іштен болған интоксикация деп. Бұл не себебі? Біздің шектерімізде, негізі шегімізді самый жаңағы біздің иммунитетіңіздің 70% шекте деп жатамыз ғой. Сол шектің жаңағы перистальтикасы дұрыс істемей қалса, всасывающий процесс дейді, дұрыс істемей қалса, сол жердегі жаңағы слиз дұрыс бөлінбей қалса, немесе асқазандағы жаңағы бүршіктер, жаңағы сол жердегі орта, соның барлығы жаңағы дұрыс болмай қалса, соның барлығы адам ағзасына жаңағы эндогенная интоксикация деген содан басталады. Сөйтіп шектердегі перистальтика істемей қалған кезде тез жаңағы слиз бөлініп, тамақты қорыту процесі дұрыс жүрмеген кезде, тамақты сіңіру процесі дұрыс жүрмеген кезде токсиндер қалып қояды. Одан да басқа еще сол жаңағындай сондай нәжістер көп жиналып қалып қойған жерлерде еще бізде нелер пайда болады, паразиттер, инфекциялар көп пайда болады, иә. Әсіресе мынау бауырда, бауырымыз біздің туғаннан бастап өміріміздің соңына дейін үлкен лаборатория, ол фильтр, барлық келіп жатқан керек емес заттарды тазалаймын деп, өзінің паренхимасын, өзінің клеткасын құрту арқылы сондай үлкен жаңағындай цирроз печени деп жатады, иә. Ол печеннің жаңағы бауырдың ауруы бірденнен басталған кезде симптом білінбейді екен. Себебі бауырда неге нерв жоқ, да, бауыр ісіп бастаған кезде, үлкейіп бастаған кезде қабырғамыздың арасында нервтарға тиіп, содан бастап біз оны ауырғанын біле бастаймыз. Енді, конечно, симптомдардың бәрі болады, тошнота, рвота, сондайлар. Содан білуге болады, анализдер тапсырып білуге болады. Бірақ бауыр сондай өте
жаңағы до последнего дейді ғой, сол сияқты күреседі екен. Бүкіл жаңағы вирустармен, инфекциялармен, содан кейін жаңағы қазіргі таңде бауырдан лекарственный гепатоз дегенді даже қойып жатыр. Кейбір адамдар бар, мына послушные пациенты дейміз, біздер дәрігерлер. Біз қалай дәріні береміз, оның аннотациясын біз қарамаймыз ғой. Міне мынау мысалға бауырға ішетін дәрі деп. Ол бауырға ішет, бір жерді лечит, другой калечит деген бар. Аннотациясын дәрілердің алып, фармацияның дәрілерін алып қарасаңыздар, не бір жаңағы побочный действие деп жатады. Оның бәріне қарамай тарсылдатып береміз. Ол бір жерді емдеп жатса, екінші жерді құртып жатады. Сондықтан организмде сондай жаңағындай лекарственный гепатоз деген шығып жатыр. Даже жировой гепатозды былай қойғанда лекарственный гепатоз, лекарственный цирроз дегендер болып жатыр гепатологтардың айтуы бойынша. Енді қараңыздар, осы жаңағы асқазан ішек жолдарының тазалап, паразиттерден тазалайды, слизистардың бәрін орнына келтіреді, клеткалардың бәрін орнына келтіреді, бауырдың паренхимасын орнына келтіреді, ұйқы безінің. Енді қарап отырсаңыздар, бүкіл системалардың барлығы бір-біріне байланысты. Мысалға, өттің қабы дұрыс жұмыс істемей тұрса, ол 12 ішекке келіп құяды, ол 12 ішекке дұрыс құйылмаса, значит, ол жерде асқазанда, 12 ішекте тамақ дұрыс қорытылмайды. Білесіздер, оны. Одан кейін ары қарай уже кетті деген сөз, цепочка. Одан кейін ұйқы безі. Ұйқы безінің де рөлі өмірде өте керемет. Ол жаңағы екі түрлі жаңағы жолда қолданамыз. Ол жаңағы ферменттер бөледі. Неге? 12 ішекке. Одан кейін қанның құрамындағы қантты жаңағы дұрыстап отырады. Сондықтан ол инсулин бөліп отырады. Сондықтан оның да жаңағы организм, адам организміндегі несі рөлі өте жоғары. Енді қарап отырсаңыздар, көбінде көк бауыр болады. Көк бауырға көбіне адамдар көбінде мән бермейді. Көк бауыр дегеніңіз ол осы органдардың, ас қорыту жолындағы органдардың ең бір үлкен рөл алатын орган. Ол не істейді? Ол кровотворный органда, бүкіл жаңағы организмдегі бауыр сияқты ол да жаңағы қанды тазалап отырады. Клеткалардың жаңағы жаңаруын орнына келтіріп отырады. Одан кейін жаңағы организмге түскен инфекцияларға профилактика ретінде белгі беріп отырады. Соның ең бірінші жаңағы қанның тазалануы, қанның дұрыс жүруі, қан клеткаларының дұрыс құрылуы, организмнен жаңағы инфекциядан сақталуы осы көк бауырға байланысты. Ол көк бауыр деген сол жағымызда жаңағы біздің қабырғамыздың астында орналасқан. Ол да ісініп бастаған кезде барып жаңағындай симптом бере бастайды. Көк бауыр ауырған кезде адам семіріп кетеді, шығып кетеді, сондай жағдайлар болады. Енді асқазан ішек жолдарын өздеріңіз білесіздер, самый біздің асқазан ішек жолдарының ішіндегі стерженіміз біздің именно жаңағы 12 ішек деп айтсам болады. 12 ішектің жұмысы төмендеп бастаған кезде бүкіл иттердің бәрін организмге жинап аламыз. Сондықтан осы организмге түсіп, организмде бұл жаңағындай тазалап қана қоймайды вирустардан, паразиттерден. Ең бірінші тазалайды, одан кейін очищение дейміз, одан кейін восстановление дейміз, одан кейін укрепление. Осы 3 этапта жұмыс істейтін өнім бұл. Енді бұл асқазан ішек жолдарының тазалау. Одан кейін бізде қазір қолымда жоқ менің, мына жерде висцеральный жирді кетіретін жаңағы іштегі қарынның бетіндегі нелерді, майларды, одан кейін бүйректі май басыпты дейді, сол майларды, одан кейін жаңағындай жировой гепатоз деп атамыз, ішкі майларды ерітіп организмнен шығарып тастап отыратын біздің керемет тағы да бір продукциямыз бар. Ол продукцияны біз мынау асқазан ішек жолдарына бұны қалай ішуді айтпаппын. Бұны жаңағы тамақтың алдында, одан 2 сағат бұрын, жарты сағат бұрын, одан каждый приема пищи дейді ғой, сол тамақтың алдында жарты сағат бұрын ішеміз, асқазан ішек жолдарын тазалайтын. Ендігі біздің жаңағы өніміміздің есімі, аты, ол жаңағы майды ыдыратқыш. Көтеріңіз. Жоғары. Май ыдыратқыш өнімі. Бұл май ыдыратқыш өнімі не істейді? Жоғары, төмен түсіріңізші. Төмен. Тағы да. Міне осы.
Май ыдыратқыш өнімі бұл жерде жеміс жидектерден жасалған, тоже жаңа без химии, без никаких примесей деп жатамыз. Бұл жаңағы организмге тамақ жеп жатамыз ғой, мал тамақ жеп қоямыз, ауыр тамақ жеп қоямыз. Сонда жаңағы барып фестал ішіп жатады, небір аптечный продуктыларды ішіп жатамыз, иә. Солар тез сіңіру үшін, иә. Сондықтан бұл жаңағы өнім таза табиғи өніммен, тоже шөптерден жасалған, таза нанотехнологиямен жасалған. Бұл именно адамның жаңағы май ыдыратқыш дейді. Іштегі майды ыдыратады. Іштегі жаңағы шектердің бетінде висцеральный жыр деп жатады ғой, соларды, шектерді бүйтіп қарап отырсаңыздар, жаңағы май басқан адамдарда шектердің айналасында май болып жатады. Одан кейін жаңағы бауырдың ішінде жировой гепатоз деп жатады. Одан кейін бүйректің өзін май басып жатады, жүректің өзін май басып жатады. Вот адам организмі май ағзаға түскен кезде 25%-тен артық ішпеу, қолданбау керек екен майды. Енді бұл жаңағы организмге түскен майларды блокировать етеді, оны ерітіп сыртқа шығарып отырады. И еще бұның бір кереметі жаңағы организмге қуат береді. Одан кейін 90%-тей майды ыдыратып сыртқа шығарады. Одан кейін жаңағы майдың жаңағы энергия, калорияны жақсы күшейтеді. Сондай жаңағындай керемет қасиеті бар. Бұны енді жаңағындай тамақты тойып ішіп алған кезде артынан ішсеңіздер, тамақтың соңынан ішесіздер артынан, сол кезде керек емес жаңағы артық майлардың барлығын сыртқа шығарып отырады май ыдыратқыш дейді. Енді бұл организмде бізде ата-бабаларымыз айтып жатады, май жемесең сенде қаяқтан күш болады деп. Енді оны майды жегеннің өзі де организмде өзінің нормасы болу керек, сол нормамен жеуіміз керек. Ал кейде біз енді әсіресе қазақтар етке, майға, қазыға тойып аламыздағы ұйықтаймыз, иә. Біз ұйықтаған кезде организмде өте ауырып, түнімен жұмыс істеп жатады организмда, түнімен. Сол кезде органдардың бәрі жұмыс істеп бастаған кезде өте қиыншылықтар болады. Сондықтан жаңағындай тамақтан кейін, особенно кешкі тамақтан кейін, түскі тамақтан кейін осы май ыдыратқышты ішіп отырсаңыздар, өте жеңілдік байқайсыздар. Иммунитетті көтереді, одан кейін жаңағы энергия береді организмге, жеңіл болып қаласыздар. Үшін барлық сондай жағдайларды алып келеді. Енді келесі өніміміз біздің осы 3 өнімді айттық. Оған тағы да қосыла бізде жаңағы 5 программаға қосылатын бүйректің несі бар. Бүйректің өнімі бар, оздоровление почек дейді, ол не істейді? Ол жаңағы, или жаңағы жүректің тазалағышымен жүректі орнына келтіретін өніммен бірге аласыздар, или жаңағы бүйректе жаңағы ақаулары барлар бүйректің өнімін алып, сол бес продукцияны бірге қолдана аласыздар. Енді қараңыздар, бүйрек оздоровление почек дегеніміз, бұл не істейді? Бұл почканың бүкіл функциясын орнына келтіреді. Негізінде Қытай медицинасында бүйректі банк энергии деп айтылады, источник энергии, энергияның источнигі деп айтады екен. Негізінде көп жағдайда именно бүйрек фильтрация жасап отырады, организмдегі судың құрамын реттеп отырады. Одан кейін организмнің циркуляциясын жаңағы несін жөндеп отырады организмдегі. Одан кейін олардың организмге керек заттардың барлығын, микро элементтерді тазалап, инфильтрация жасап, оны қалдырып, керек емесін сыртқа шығарып отырады. Мочевая кислота дейді, небір уыттардың барлығын организмнен сыртқа шығарып отырады. Егер бүйректің қызметі бұзыла бастаса, ол жерде жаңағы сол сыртқа дұрыс шықпайды дағы, инфильтрация дұрыс жүрмейді дағы, сол жерде жаңағындай құм пайда болады, құмнан біртіндеп тас пайда болады. Одан кейін зәр шығару жолдарында қиыншылықтар пайда болады. Одан кейін бұл жаңағы бүйректің тазарту өнімі, бұл тағы да бүйректен басқа біздің половая системамыз, женский, мужской половой системаларға өте күшті көмектеседі. Енді қараңыздар, бүйрек самый жаңағы организмде, органдардың ішінде тоже ең қажетті өнімнің бірі деп
айта аламыз. Сондықтан бүйректі әрқашанда суықтау процесі болады. Одан кейін фильтрациясының дұрыс емес болады. Лоханкаларда жаңағындай дұрыс емес жүріп қалады, толып қалады, тұз жиналады, тас жиналады деген сияқты. Одан кейін бүйректе жаңағы қалып қойған заттар ол сыртқа шықпаса не істейді? Ол қайтадан организмге, қан арқылы организмге сіңеді. Сол кезде организмді не істейді? Қайтадан улай бастайды. Соның барлығын тазалап орнына келтіретін біздің осы бүйректі тазалау өнімі. Бұдан кейін почечное давление деп жатады, иә. Бүйректен жаңағы дұрыс фильтрация жүрмей бастаған кезде ол жерге давление керек болады. Ол миға сигнал береді, давлениені көтер деп. Давлениені көтерген кезде адамның уже қан тамырлары толып қалған болса, ол дұрыс жүрмейді дағы, адамда жаңағындай давлениесі көтеріліп, қиыншылықтар бола бастайды. Почечное давление деген сол бүйректен болған давление дейді. И ол күннен күнгі давлениесі барлар барады, давлениесін емдей береді, ал бүйрекке қарамайды. Енді біздің жаңа қайтадан тағы айтып кетем, бүкіл біздің продукцияларымыздың барлығы бұл жерде жаңағы әрбір жеке органды ғана емес, жеке жаңағы системаны ғана емес, жеке тканьды ғана емес, бүкіл жаңағы организмдегі қандай аурулар болса да соның причинасын, себебін тауып, сол себебін тазалап, себебін емдеп орнына келтіреді. Бұның жаңа на клеточном уровне дейтініміз осы. Одан кейін бізде жаңағы осы тазалау өнімдерімен бірге бізде жаңағындай пептидный коллаген деген бар, иә. Пептидный коллаген бұл жаңағы тазалап атқан кезде организмді, клетканы тазалап атқан кезде организм тез жаңағындай функциясы төмендеп әлсіреп кетпес үшін бұған жаңағы пептидный коллагенді қосылып отыр, иә. Бұл пептидный коллаген дегеніміз бұл не? Пептид дегеніміз бұл предшественник кәдімгі ненің белоктардың предшественнигі, да, кәдімгі организмдегі. Ең жаңағы кішкентай молекула деп айтамыз. Бұл кәдімгі организмге түскен кезде организмнің бүкіл органдар болсын, ткандер болсын, әрқайсының өзінің структуралық клеткалары болады. Сол клеткалардың жұмысын жақсартады. Одан кейін организмге түскеннен бастап бұл неше түрлі керемет заттар жасайды. Тек қана жаңағы сосудтарды емес, тек қана жаңа сүйектің түзілулерін емес, тағы да басқа иммунитетті көтеру арқылы организмге түскен жаңағы енді басталып келе жатқан слизистыйлардағы суықтауларды соның барлығын орнына келтіріп, жақсы жаңағындай состоянияға адамның жағдайын келтіреді. Пептид дегенді өздеріңіз білесіздер, бұл барлық жаңағы система бойынша жұмыс істейді организмге. Мен қазіргі таңда айтып жатырмын, жаңағы біздің мынау глазной жидкісіміз бар ғой, антибактериальный жидкіс. Осымен бірге осы пептидті алып қазіргі таңда мынау профилактика ОРВИ, гриппа, простудных заболеванияға осыларды ішсеңіздер, каждый клетка осы пептидті ішкен кезде, каждый клетка оживлять етіп, қайтадан иммунитетті көтеріп, қайтадан жұмыс істеп, организм орнына келеді. И еще жаңағы біздің программамызға да осы қосылып отыр. Организмде энергия болу үшін, жаңағы организмде жақсы жаңағы неден тазалау процесінен өтіп жатқан кезде әлсіреп қалмау үшін, организмнің бүкіл клеткалары, бүкіл системалар жақсы жұмыс істеп тұру үшін осындай пептидті біз қосып отырмыз. Бұл тек қана жаңағы системаға, жаңағы теріге, шашқа, көзге, тырнаққа ғана емес, бұл өте керемет осындай клеткалардың барлығын жаңарту арқылы, энергиясын беру арқылы осындай керемет нәрсе келтіріп отыр. Енді бұл жаңағы пептид дегеніміз, бұл пептидный коллаген ішінде ең керемет жаңағы пептидтердің бірі 70% бұл жерде пептид бар екен. Осыны жасап шығарған кісіге, неде Қытайда профессор кісі, сол кісіге жаңағы бізде не беріп жатса, Нобелевский премия бірдеме беріп жатады, осындайларды жасаған кезде. Ол жерде жаңағындай 400 миллион теңге біздің теңгемен шаққанда осындай не берген екен, сыйлық берген екен. Қараңыздар. Енді бұл пептидті неден алады? Бұл пептидті жаңа өздерінің компанияның, корпорациясының жаңа плантациясында өсіп жатқан 3 жасарлық тананың артқы аяғының сүйегінің несінен сол минералдардан алынып жасалған. Көрдіңіздер ма? Енді керемет адамның құрамына, коллагеніне, клеткасына, белогына жақын, сондықтан адамға ішкен кезде тез сіңеді, әрі тез жаңағындай не береді,
эффект береді. Вот осыны жаңағы әлсіреп кетпес үшін осы неге қосып отыр адамның организмі. Одан кейін бізде мынау коллаген, льняный, леннан дейді, зығыр дейді қазақша айтқанда. Осы бұл адам организміне түскен кезде адам организміне бүкіл жаңағы витаминдердің микро-макро элементтерді беріп отырады екен. Бұл жерде жаңағы зығыр майының көмегі бұл жерде жаңағы омега-3 менен пара-пар келеді. Организмдегі бүкіл соны қажет ететін питание, клеточное питание дейміз ғой. Клетканың керек заттарының барлығы осының ішінде. Бұл жаңағы организмді питать ету, клетканы питать ету. Біз клеткамыз, клетка біз, біз не үшін тамақ жейміз? Клетканы питать ету үшін тамақ жейміз. Енді бұны сол программаға тоже қосып отыр. Бұл жаңағы льняный зығыр майы, бұл дегеніңіз, бұл да организмде жақсы иммунитетті көтереді, қан айналымын жақсартады. Әсіресе жаңағы беременный кезінде, екіқабат кезінде әйелдерге көп нәрсені ішуге болмайды ғой. Вот сол кезде мынаны ішіп отырса, организмде бала да, әйел адамның да денсаулығы жақсы болып, өте керемет жаңағындай жағдайда болады. Енді қараңыздар, бұны пептидпенен осы льняный пептид коллагенді екеуін жаңағы ас ретінде ішіледі. Бұл біздің жаңағы организмді тазарту программасы бір аптаға доза жасалған. Кейбіреулер айтады, немене бір аптаның ішінде қалай ол тез тазалап шығады организмді деп. Тағы да айтып өтейін, бұл жерде нанотехнологиямен жасалған барлық өнімдер организмге тез сіңіп, тез восстановление жасайды. Бірінші очищать етеді, одан кейін барып восстановить етеді, одан кейін барып укреплять етеді. Соның арасында жаңа организм әлсіреп кетпес үшін, осы жаңа клеткалардың жақсы питание алып отыру үшін осы екеуін қосып отыр. Енді пептидіміз біздің бұл жаңағы 100 грамм суға араластырып, бір сашені бір жаңағы порошкообразный араластырып ішсеңіздер, как напиток ретінде тағамның орнына ішуге болады. Одан кейін мынау жаңағы льняный коллаген дейді. Бұны да солай жаңағындай ішкен кезде, бұны да 100 грамм суға араластырасыздар. Ол кашицаобразный болады, каша болады кәдімгідей. Бұл жаңағы екеуін ішкен кезде адамның 4 сағатқа дейін қарны ашпайды. Именно осыны адамның организмін оңай, жеңіл тазаланып шығу үшін, одан кейін организм әлсіреп кетпеу үшін осыны қосып отыр, көрдіңіздер ме? Организмде бір жағынан жаңағы иммунитетті көтеру арқылы, энергияны көтеру арқылы, бір жағынан керек емес организмдегі токсин, шлак бүкілінен тазалап тастау үшін сөйтіп осындай күшті керемет құралым программа құрып отыр. Бұларды екеуін жаңағы тамақ ретінде таңертең, түсте, кешке ішуге болады. Бұл енді біздің жаңағы организмді тазалау, қоректендіру, одан кейін укреплять ету дейді, тағайын ету. Сол жайындағы біздің программамыз. Енді бұл жерде қазіргі таңда осы программамен емделіп жатқан адамдар, мен қазір сіздерге дәрігер ретінде рекомендация айтатын болсам, ең бірінші осы программадан бастағандарыңыз дұрыс. Ең бірінші келген кезде қандай давление болсын, бүйрек ауруы болсын, асқазан ішек жолдарының аурулары болсын, көбісі сұрақ қойып жатады, анаған бола ма, мынаған бола ма? Мен сіздерге тағы да айтып өтем, бұл организмде, бұл жаңағы программа ең бірінші организмде керек емес заттардың бәрінен тазалап тастайды, одан кейін қоректендіреді, одан кейін жаңағы толықтандырады. Бірінші орысша айтқанда очистка, екінші айтқанда восполнение, үшінші айтқанда укрепление. Осы 3 этапта жұмыс істейді. Бұл барлық ағзаның, барлық органдардың клеткаларын восстановить етіп, иммунитетті восстановить етіп, сол нелердің, ағзалардың өзінің функциясын, өзінің жұмысын қолға алу арқылы, соны жөндеу арқылы, клеткадан бастап тазалау арқылы организмнің функциясын табиғи жолмен орнына келтіреді. Сондықтан ең бірінші мен сіздерге айтатыным рекомендация ретінде осы жаңағы тазалау өнімін алып ішсеңіздер болады. Еще бұл жерде жаңағы адамның салмағын реттейді. Салмағын реттегенде бұл өнімдерді ішкен кезде тазалау процесі кезінде организмде ең бірінші отечность дейді ғой, внутренняя отечность, соны снимать етеді, су кетеді организмдегі.
сол сумен жаңағы зәрмен шыққан кезде организмде өздеріңіз білесіздер, зәр шыққан кезде небір иістер шығады, оның барлығы іштен шыққан вирустар, токсиндер, жаңа шлактар, нәжіспен шығып жатады. Вот соның барлығы адам организмі 4 килограммнан 9 килограммға дейін азған организмдер болды. Ол факт. Иә, бізде марафон болды, ішті, көрді елдер. Сөйтіп адам организмін жеңілдейді. Сол адам организмі жеңілдеп болғаннан кейін тағы да басқа өнімдерді қолдана беруге болады. Бізде тағы да бір керемет өнім бар. Ол өнім бізде суставтардың жұмысын орнына келтіру дейді. Бізде қазіргі сустав көбінде суставтардың аурулары өте көп болады, қазіргі таңда. Бұрын жаңағы үлкен кісілерде болатын еді, қазір жастардың өзінде осындай суставтардың аурулары, артроз, артрит, полиартрит, ревматоидный артрит. Ревматоидный артрит деген өте қауіпті, ол іштегі аутоиммунный заболевание болып есептелінеді. Адамның өзінің жаңағы ткандерін, клеткаларын иммунитет атакалап жаңағындай қабылдамайды. И содан жаңағы іштен туа пайда болған осындай ревматоидный артриттер болып жатыр. Енді бұл дегеніңіз жаңағы артрит, полиартрит, артроз дегеніміз не? Организмдегі қан айналымының тоже бұзылуынан, адам организміне суық тиюден, адам организмінің жаңағы нервтарға суық тиюінен, одан кейін адам организміндегі асқазан ішек жолдарындағы жаңағы өттің дұрыс жүрмеуі, өттің уыттарынан адамның несіне буындарына түсіп жатады. Сол өттің уыттарынан болып жатқан нәрселер, суықтан болып жатқан нәрселер. Ол суықтан болған кезде уже адамның синовиальный жидкость азая бастайды. И одан кейін адамның жаңағы сухожилия нете бастайды да, дұрыс жұмыс істемейді. Одан кейін тіндері бұзыла бастайды, клеткалардың. Сөйтіп адам организмінде құрғау, жаңағы суставтарда құрғау пайда болады. Сол құрғаудың әсерінен жаңағы сүйектер бір-біріне хруст бере бастайды. Хрусттен уже ол жерде жаңағы жидкостьтердің төмендеуі, синовиальный жидкостьтің төмендеуі болады. Вот сол жаңағы хрящтың дұрыс жұмыс жасамауы басталады. Сөйтеді дағы сүйек пен сүйек біріне бірі тиіп, ол жерде уже не басталады? Уже адамның аяғы дұрыс жүрмей, ауырсыну, сондай ісіну, сондайлар бастала бастайды. Енді қазіргі таңда периодта осындай обострение вот таких вот заболеваний, суставов қазір қатты көтеріліп жатыр. Мынау жаңағы суставтардың өте керемет жаңағы емі, мынау жаңағы айтып отырғанымыз суставтың, бұл да жаңағы порошкообразный организмде жаңағы неге суға араластырып ішуге болады. Вот. Осылай. Суға араластырып ішсеңіздер, кәдімгідей сухожилияны, суставтың жаңа жидкостьтарын бөлінуін қайтадан орнына келтіріп, қайтадан өте керемет ауырсынуды, простудный жаңағы воспалительный больді басады, обезболивающий бір жағынан, противовоспалительный и восстановительный, и адамның жаңағы хрящтарын бәрін орнына келтіріп, укреплять етеді. Енді өте керемет продукты. Енді мен бұнымен бірге қосып, жаңағы пептидный коллагенді алып ішсеңіздер, ол өте 150%-ке адамның жаңағындай восстановление суставов деген сол кезде міне мынандай керемет восстановление болады. Вот осы қазіргі таңдағы өте қатты керемет спростағы осындай өнімдер. Бұл да жаңағы порошкообразный, бұны да жаңағындай сыртында барлығы жазуы тұр. Барлығын жаңағындай, бұл да барлығында мынандай безопасность деген пик страховая компания, застрахованная дейді, безопасно қолдануға болады. Енді бұны жаңағы спортсмендерге де сухожилия созылып кетіп атады, жаңағындай травмалар болып атады. Соның барлығына керемет қолдануға болады. Спортсмендер, небір жаңағындай сондай кісілерге, спорт жағында айналысып жүрген кісілерге, әйтпесе жаңағы травма алып, сухожилия созылып кетіп, сондай жағдайларда да одан кейін бұл тез көмектесіп жатыр. Так, енді одан кейін тағы да біздің бір неміз бар, өніміміз бар. Бұл иммунитет деп жазылып тұр мына жерде. Енді бұл біздің табиғи антибиотигіміз. Бұл қазіргі таңдағы жаңағы қалай айтсам болады, хит продукт.
қазіргі таңда именно осы периодта вирусный инфекцияның ОРВИ, ОРЗ солардың кезіндегі профилактика ретінде қолданылатын жаңа аптечный парацетамол, жаңағы аспирин сондайларды ішкеннен көрі осы табиғи шөптен жасалған табиғи антибиотик деп айтсақ болады. Бұл адамның иммунитетін көтереді, профилактика жасайды. Иммунитет дегенді өзіңіздер білесіздер, қазіргі таңда почти барлық адамның иммунитеті өте төмен. Неге? Себебі экологиялық жағдай, тамағымыз, жаңағындай ГМО барлық жерде, таза нәрсе жоқ қазіргі таңда. Сондықтан бұны профилактика ретінде постоянно ішіп отыруларыңызға болады, иммунитетті көтеріп. Вот жаңағы очистка жасап болғаннан кейін немесе очистканың алдында ішулеріңізге болады бұны. Күніне жаңағы профилактика ретінде ішетін болсаңыздар, күніне 1 капсуладан ішуге болады, немесе 2 капсуладан таңертең кешке, әйтпесе жаңағы ауырған кезде, нағыз жаңағыдай острый период болып жатса, 4 штук ішуге болады күніне. Ешқандай зияны жоқ, организмге иммунитетті көтеріп, жағдайларыңызды орнына келтіріп дұрыстайды. Одан кейін тағы менің қолымда енді барлық продукция жоқ, қазіргі бар продукциялардың бәрін айтып жатырмын. Так, тағы қандай продукцияны қалдырып кеттік? Так, для сосудов айттық, жиросжигающийді айттық, коллагенді айттық, суставты айттық. Так, енді не қалды? Нервті айттық. Так, болды, енді бұл жаңағы адамның ағзаларын тағы да айтып кетем. Бірінші, очищение, восстановление, укрепление, тазалау, қайтадан орнына келтіру и жаңағы толықтау дейді. Сол 3 бағытта жұмыс істейтін біздің осындай программа. Одан кейін бізде жаңа мен айтып кеттім басында 3 направлениеда, біздің 3-ші направлениямыз біздің жаңағы косметика, косметиканың орында ең жаңағы современный нанопродукция, қазіргі таңдағы бүкіл адамзатқа, әйел болсын, еркек болсын, бәрімізде жас күйінде жүргіміз келеді, например. Сол қазіргі таңда ухаживание, массаж дейді, одан кейін пластическая операция дейді, әйелдер ботокс жасатып жатады, кестіріп ататына көзің түсіп кеткен жерлерінің барлығын, бізде де мысалға мынандай морщиналар болып жатады. Енді адамның организмінде адам қартайған сайын ет пен сүйек ажырай бастайды, жайлап. Сол кезде жаңағы мышцалар түсе бастайды төмен, ұстап тұрмайды ғой бұлай постоянно. Сондықтан мынаның бәрі бұлай ағып төмен түсе бастайды. Соның барлығын орнына келтіріп, мышцалардың бәрін укреплять етіп, қайтадан тартып, клеткалардың барлығын питать етіп керек нәрсемен. Сондың жаңағы көздің жаңағы айналасындағы морщиналардың барлығын орнына келтіріп, кетіріп, тазалап, даже мына не дейді ғой, бородавки дейді терілерде. Соның барлығын түсіріп жатыр. Бұл жаңағы біздің мынау спрей. Бұл спрей 30 түрлі пептидтен тұрады екен. Пептид тоже. Пептид деген жаңа айтып кеттік, ол восстанавливает клетки, кожаные клетки, барлық клеткалардың бәрін восстановить ететін өте керемет құрылым. Енді қараңыздар, бұны организмге, бетке сепкен кезде, төменнен жоғары қарай 30 сантиметр, 15 сантиметр ұстап тұрасыздар да, солай күнделікті қанша сепсеңіздер де оның ешқандай зияны жоқ. Даже тілдің астына сеуіп жатыр, жаңағындай восстановление жасалу үшін жаңағы организмде өте керемет көмектесіп жатыр. Заменяет пластиковую операцию, 100% айталам. Біртіндеп бетіміздегі бүкіл клеткалардың барлығын жаңартып, упруги жасап, мышцалардың барлығын көтеріп, салбырап кеткен кожаның бәрін көтереді, одан кейін бетті питает, бетті ағартады, одан кейін жаңағы іштен де тазаланып жатырмыз ғой бірге, іштен тазаланып болғаннан кейін уже айтады ғой, ішті тазаласаңыз бетіңіз жылтырайды деп. Сол сияқты мынау беттегі құрғақ бетті майландырады, одан кейін жаңағы кейде болады, жаңағы сухой болып тұрады, тырысып тұрады беттер. Соның барлығын орнына келтіреді. Бұны қалай қолданамыз? Бұны таңертең тұрған кезде енді 6 этап косметиканы заменять етеді ғой. Сол жаңағы уходовый косметиканы бір жағынан жаңағы 6 этапты жасап отырған кезде көп уақыттарымыз кетеді, ухаживать ету үшін. Уақытты үнемдейсіздер, бір жағынан бұл тез, өте әрі жылдам көмектеседі. Бұны қалай жасаймыз? Таңертең тұрған кезде беттеріңізді тазалап жуасыздардағы бір сеуіп алып,
содан кейін ары қарай шығып жұмыстарыңызға кете бересіздер. И қалталарыңызда жүрсе, бұны даже сағат сайын, жарты сағат сайын сеуіп отырсаңыздар да ешқандай бұның зияны жоқ. Әйел адамдарға да қазір де өздеріңіз көріп жатсыздар, өте рекламаны күшті беріп жатыр. Қазіргі таңдағы хит продукция, сондықтан алып қолдансаңыздар ешқандай зияны жоқ бұның. Вот. Көбісі айтып жатыр, ой құрсын, мен жаңағындай жасымыз келді ғой, неғыламын оны деп үлкен кісілер айтып жатыр. Оларға да өте қажет. Неге? Себебі бұл пептид. Организмге түскен кезде предшественник белка дейді ғой, пептид дегеніміз. Сол жаңағы клеткаларды жаңартып, клеткалардың жұмысын орнына келтіреді. Вот сондықтан қолданғандарыңыз дұрыс. Так, енді өнімдер жайында бәрін айтып болдым. Енді қазір мен енді ойлап отырмын, сағат қанша болды қазір? Уже почти бір жарым сағат болып бір жарым сағат болып отырғанымызға. Иә, енді қазір осы өнімдер жайында қазір қандай сұрақтарыңыз бар? Соған жауап бере кетейін. Қазір 1 минут, Алтынай. Достар, чатқа жазып жібердім. Осы видеоның барлығы ютубта шығады. Чатқа өтіңіздерші барлықтарыңыз. И ссылканы басып, подписка жасаңыздаршы. Чатқа өтейік барлығымыз. Төмен қарай итерсеңіздер, чат шығады. Чатқа қарай барып кіресіздер да, ссылка тұрады, соны басып, ютубқа өтіп, подписка жасаймыз. Қазір осы видеоконференцияның барлығы мен сөйқа салам. Оған дейінгі видеоконференциялардың барлығы соның ішінде тұр. Барлық өнімдер, ақпараттар керек болса, соның ішінде тұр. Любой нелер. Так, енді мына жерде чатқа жазылып жатқан сұрақтарға жауап берейін. Ең бірінші сұрақ, кожаный зуд бола ма дейді. Сіз не қолдандыңыз? Соған байланысты. Бұл жерде мен кожаный зуд болып жатыр дегенді мен ешқандай естіген жоқпын. Наоборот, қайта кожаный зудты басады. Особенно мынау ішке ішетін программаларды қолдансаңыздар, тазалану программасын. Бүкіл жаңағы кожаное заболевание, қышыну, экзема дейді, аллергия дейді, соның барлығын, наоборот, оның барлығын басып орнына келтіреді. Мына сұрақ қойған кісі кожаный зуд бола ма деген. Сіз не қолдандыңыз, соны айтып өтсеңізші. Микрофоныңызды қосыңызшы. Неден болды зуд? Зуд деген бұл жерде болмайды. Так, келесі сұрақ. Так, қазір мен чаттағы сұрақтарға жауап беріп кетейін. Иә, запись болады. Жаңа Талғат мырза айтып жатыр ғой, запись болады. Так, барлықтарыңыздың микрофондарында қосам, рұқсат берем. Сұрақтарыңызды қазір қоя бастайсыздар. Так, доброе утро всем. Гемодиализ, при гемодиализе что можно посоветовать дейді. Енді гемодиализ дегеніміз ол бүйректің жұмысының қабілетінің жұмыс істемеуі, иә, жұмыстың төмендеп кетуі, иә. Ол жерде бұл сіздерге айтып кеттім ғой жаңа, бүйректің оздоровление почек деген бар, и мочеточника, и всех наших половых органов восстанавливает. Соны қолдану керек. Оны қолданған кезде, егер тяжелый болатын болса, сіздер бірденнен бір таблетка, 2 таблетка сразу бермеңіздер. Ол жерде кішкентай жарты таблеткадан бастап постепенно көтеру керек дозасын. Одан кейін обязательно мен сізге айтар едім, рекомендация жаңағы тазалану несін программасын обязательно алып ішу керек. Именно почный жаңа бүйректі тазалайтынмен бірге соның бәрін алып ішу керек, и содан кейін барып ары қарай белгілі болады. Алтынай ханым, мен сізге сұрақ қояйын деп едім. Иә. Менің есімім Алтынболат, мен осы Алматыдамын тоже. Мен Ақтөбеде, менің сокурсницам осы гемодиализ, мен жаңа сізге сұрақ қойдым ғой. У нее гемодиализға барады уже, неше көп жыл болды гемодиализға барып жүрген. Енді у нее прям зуд идет по всему телу. Даже ана гемодиализда 2-3 сағат жата алмайды. Зуд дегеніңіз ол не? Қана бар ғой дейді, неге ана ванныйға су набирать етіп жатқанда ғана, говорит, у меня тело успокаивается, я, говорит, ночью не сплю, говорит, күні-түні ұйықтамаймын дейді. Қараңыз, зуд неден болады? Зуд адамның организмінде, енді ол кісінің бүйрегі дұрыс жұмыс істемейді ғой. Бүйрек дегеніміз ол іштегі керек емес уыттардың бәрін сыртқа шығарып отырады, иә, мочевая кислота дейді, қандай көп заттарды. Сол жаңағы мен жаңа айтып кеттім, иә, айтқан кезде бүйректің өнімін. Егер бүйрек жұмыс жасамаса, сол жердегі уыттардың барлығы қайттан қанға кетеді, сіңеді. Сол қан арқылы ол теріге шығады.
Ол бір жерден шығу керек қой, көрдіңіз бе? Сонда олар шыққан кезде жаңағы тұздың қалдықтары, мочевая кислота, мочевина, солардың барлығы теріге шыққан кезде ол не істейді? Қышытады, Я мут дома, болады. дома. На Значит, зуме сижу. да, значит, жаңағы бүйректің несі процесі, жұмыс процесі дұрыс жұмыс істемеген кезде ол обязательно болады. Ішке қарай кетіп қалады жаңа уыттардың барлығы. Енді қараңыз, мен сізге жаңа айтып өттім, осы бүйректі тазалаудың өнімін жайлап бастап беруге болады. Бірденнен бермеңіздер көп, ол жерде жарты таблеткадан бастап күніне жарты таблетка. Себебі бұл жерде жаңағы біздің шөптерден жасалған несі жаңағы результаты жаңағы өте қатты болып кетуі мүмкін. И адам организмі егер жаңағындай слабый болатын болса, обострение қатты болып кетуі мүмкін, көтере алмай қалуы мүмкін. Сондықтан ондай тяжелый ауруларға жайлап аздан беріп бастау керек. Мен сізге рекомендация айтар едім, именно осы жаңағы очищающий программаны алып соны ішкен дұрыс. Вот. Ең бірінші очищающий программадан бұрын жаңағы бүйректің несін жайлап беріп көріңіздер, жарты таблеткадан, одан кейін барып жайлап жаңағы нені программаны ішкен дұрыс. Мен сізге рекомендую. Тоже 26.500 ғой да? Бағасы. Бүйректікі ма? Бүйректікі білмейді екен, сондай ғой деймін. 26 иә, сондай ғой деймін, 26.500. Сәлеметсіз бе, Алтынай ханым? Иә, айта беріңіз. Менің мамамда 84 жастағы кісі, стеатоз артериального клапана 3 степени. 3 степень. Сахарный диабетик, кожаный зуд содан ол кісіде. Вот хотела вот это вот спросить, если вот қан тамырлары совсем уже мынандай, ну, аорта деп жатыр ғой, енді соның бәрі загрязненный болып жатса, 3 степень уже последний стадия ғой, и операция не жатсын деп жатқан ғой. Операция негізінде жасалмайды в ее возрасте уже, тем более диабет. Сондықтан мына қан тамырлар тазалайтын таблетка деп жатсыз ғой, соны с осторожностью берсе бола ма? Енді қараңыз, бұл жерде стеноз деп тұр, иә, митрального клапана деп тұр, иә. Митральный клапан, стеноз жаңа бір-біріне жетпеуі, да, клапандарында. Ол неден болады? Ол көбінде жаңағы оны көп дәрігерлер, особенно кардиологтар мән бермейді. Біз жаңа организмде айтып отырмыз ғой, организм неден басталады? Организм засоренность, иә, засоренность сосудов, засоренность чего? Бұл жерде паразит, бактериялар болуы мүмкін. Енді қараңыз, біз жаңағы жүректе бактерия, паразит болуына оны көбіне мән бермейді көбісі. Именно мен диагностика жасаймын, өзім диагностика жасаған кезде, именно жаңағы жүректің бұлшықеттерінде, жүректің жаңағы клапандарының астында бактериялар бар, барелла деген бактерия бар. Солар орналасып алады дағы, сөйтіп жаңағы есікті бірдемеге препятствие қойсаңыз, есік дұрыс жабылмай қалады ғой. Сол сияқты клапандар дұрыс жабылып ашылмай қалады. Содан кейін жаңағы қанның айдау процесі бұзылады. Сөйтеді дағы, и тем более у нее жаңағы сахарный диабет болатын болса, қанның айдау процесі бұзылған, одан кейін қанның қойылуы бар, одан кейін жаңағы ұйқы безінің бұзылуы бар, одан кейін бауырдың бұзылуы бар. Соның барлығы алып келгенде осындай жағдайға алып келіп отыр. Енді мен сізге айтар едім, оны бірденнен жаңағы жүректің өнімін бермей, бұл жерде де ол қандай причинаны табуымыз керек қой. Причинаны белгін, жаңағы соның барлығының болып жатқан белгісі барлық бүкіл системаға бірденнен общий қарауымыз керек. Бұл жерде тоже жаңағы программаны алып жайлап бастап ішіңіздер. Мен сіздерге айтатыным осы. Енді жаңағы сердечный менен бірге алыңыздар, почечный мен емес. Екі программа ғой бізде, біреуі с почечный, екіншісі сердечный немен, өніммен. Сіздерге сердечный керек. Осыны алып жайлап ішіп, осыны көрсін. Бұл жерде мен енді қазір өзім енді диагностика жасамағаннан кейін не етіп отқан жоқпын, у меня подозрение такое, не только засорение сосудов, там может быть в этих мышцалардың арасында сондай паразит болуы мүмкін. Вот сонан соны тазалап шығу керек, содан кейін барып өзі қайтадан орнына барлығы жайлап келе бастайды. Значит, сердечный сперва, да? Сперва сердечный взять, да? Сердечный менен бірге общий программаны аласыздар ғой, мына 5 продукт кіретінше программа. Жаңа айтып кеттім ғой мен. Очищение. Очищение, восстановление, восполнение. Укрепление и восстановление. Вот соны алыңыздар да, жайлап бастап соны ішіңіздер. Қазіргі жағдайы, состояниесі қалай?
Ну, Қант қаншаға дейін көтереді? удовлетворительная. Қант қаншаға дейін Сахары көтереді? инсулинозависимая қазір 8-ге, ой, 5-6 болады, 6 болады, кейде 4-5 болады. Тем, тем По-разному. более На инсулин инсулинозависимый посадили. Тем более инсулинозависимый болатын болса, бұл жерде ұйқы безінің әсері қатты болып тұр. Вот Да. содан бастау керек. Вот содан бастау керек. Ага. Так, Все, келесі сұрақ. рахмет. Келесі сұрақ. Можно вопрос, да? Да, давай. Добрый день. Вот вы говорите комплекс бойынша ішу керек. Вот для профилактики с чего начинать? С детокса? Так, теперь смотрите, для профилактики дейгі, қазіргі таңда денім сау, 100% бүкіл системам сау дейтін адам жоқ. Но просто, знаете, адамдарда болевой система болмаған кезде адамдар біз жүгіріп жүре береміз, иә? Бір жеріміз ауырса, обезболивающий ішіп аламыз, жаңағындай спазмолитик ішіп аламыз да жүгіріп кете береміз. А негізінде былай қараған кезде адамның любой адамды алып қарасаңыздар, қазір мынандай заманда, мынандай экологияда, мынандай жаңағы питаниенің өзі қандай очень страшно ГМО-да, адамның 100% дені сау адам қазір жоқ. Қазір мирде бүкіл жер жүзінде 5% дені 100% сау адам бар екен. Қалғанның барлығы осындай неше түрлі жаңағы не дейді, диагноз болмаса да, симптомдар, болевой симптом болмаса да, жаңағындай нездоровые клетки, нездоровые органы, нездоровая система деп айтуға болады. Сондықтан мен сіздерге сау болсаңыздар да, дендеріңіз сау, мен ешқандай жерім ауырмайды, энергиям ұрып тұр, иммунитетім күшті болып тұр дегеннің өзінде осы очищающий материал, осы очищающий программаны бір курсын алып шығыңыздар хотя бы. Негізінде 3 курс ішу керек адам. 3 курс. Ауырмаймын, денім сау деген адам 3 курс ішу керек. Қараңыздар. Енді бұл программаны ішіп болғаннан кейін организм тазарады, клеткалардың бәрі жаңарады, системаның бәрі функциясы қайта орнына келеді. Сол ішіп болғаннан кейін, бір аптадан кейін сіздер кішкене диета ұстауларыңыз керек. Бұл кезде жаңағы коллагендерді не үшін беріп отыр? Коллагендерді сіздер тазаланған кезде организмнен кішкене организм әлсіреп кетпес үшін беріп отыр. Білдіңіздер ме? Сондықтан ішіп болғаннан кейін тез арада жаңағы жирный тамақ жесеңіздер, микрофондарыңыз жабасыздар ма? Жирный тамақ жесеңіздер, нан жеп жаңа қойсаңыздар, организмде тазаланған организм уже тез сіңіріп алады да өзіне, сөйтіп қайтадан толып кетулеріңіз мүмкін. Сондықтан после очищения біраз уақытқа дейін, хотя бы бір апта 10 күн диетада жүрулеріңіз керек. Көрдіңіздер ма? И одан кейін, біраздан кейін қайтадан жақсылап жаңағындай майдалап жаңағындай жирный емес, қатты ауыр емес, сондай тамақтарды іше бастайсыздар, бір 10 күндей дем алғаннан кейін қайтадан тағы да бір программаны өтіп, общем 3 программаны өту керек қой каждый адам, денім сау деген адам. Программаның ішіне қандай комплекс кіреді, соны айтып беріңізші. Вот это очищение сердечный и почечный. Сол ма программа? Жоқ, программаның ішіне мен қайталап айтамын. Міне асқазан ішек жолдарын тазалайтын өнім кіреді. Одновременно можно все пить, да? Одновременно бұл жерде қалай ішу керек екенін барлығы, рекомендациясын барлығын ішемін десеңіздер, мен жіберемін. Менде бар қалай ішу керек екен, чатқа жіберем. Одан кейін екіншісі жаңағы жиросжигатель дейді, жаңағы майды, висцеральный майды ертіп шығаратын. Одан кейін мынау жүректің қалпын, сосудтардың, жүректердің қалпын орнына келтіру, осы үшеуі. Одан кейін барып, төртінші мынау пептидпенен, пептидный коллагенменен льняный коллаген екеуін бірге ішіледі. Бұл екеуін неге бірге беріледі? Себебі бұны ішу неге? Потому что сіздер тазаланып жатқан кезде организм әлсіреп кетпес үшін, бүкіл клеточный питание жақсы алып отыру үшін осы екеуін ішіп отыруларыңыз керек. За место пищи, тамақ орнына. Таңертең, түсте, кешке обязательно. Ол кезде тамақ ішпейсіздер, ауыр тамақтарды ішпейсіздер. Организм жеңіл тазаланып, жеңіл восстановиться етілу үшін. Өздеріңіз білесіздер ғой, небір даже онкологиялық ауруларды аштықпен емдейді, например. Одан кейін жаңа асқазан ішек жолдарында жаңағы нені панкреатитті да аштықпен емдейді, например, да. Вот соның барлығын қайта орнына келу үшін осы жаңағы очищающий программаны алып, мына екеуін қосып бірге ішесіздер. Ол кезде адамның тамақ ішпесе қалай жүреміз деп ойламаңыздар. Мынау жаңағы
Коллаген адамның бүкіл клеткасына керек микро макро элемент витаминдердің бәрін береді, и адам 4 сағатқа дейін қарны ашпайды. Ал мынау пептид бүкіл жаңағы организмдегі клеткалардың функциясын жаңартып орнына келтіріп, тоже как питание ретінде ішіледі. Вот осыны алып ішіңіздер. Ең бірінші мен сіздерге рекомендациям, мен мынау пептидтің орнына мынау пептид. Бұл пептид жаңағы 3 жасар тананың артқы аяғының сүйегінен алынған, адамның денесіне белогына жақын, сондықтан адам организміне тез сіңіп, өте керемет көмектеседі. 70% пептидный коллаген. Вот ең керемет жаңағы питание мынау организмге. Вот осы очищающий материалды, осы очищающий программаны без исключения барлығыңызға мен рекомендовать етер едім. Без исключения. Біреуге 1 курс, біреуге 2 курс, біреуге 3 курс, қатты жаңағындай тазаланатын, толып қалған нәрселер болатын болса, даже 5-6 курсқа дейін, 3 айға дейін тоқтамай, 6 айға дейін тоқтамай ішу керек негізінде. Білесіздер ма? Сіз бұларды ішкен сайын организм жеңілдеп, организм өте өзіңіз сондай жағдайда, керемет жағдайда боласыздар. Детям с какого возраста можно давать вот эту программу? Детям? Да. Детям можно давать, но, видите, балалардың негізінде 12 жасқа дейін... Полнота у ребенка. 18 лет полный. Полнотама. Енді мен сізге айтып кетейін, балалардың 12 жасқа дейін адам организмінде иммунитет толық восстановить етеді. 12 жасқа дейін табиғи иммунитеті жұмыс істеп тұру керек. Енді қандай да бір гормональный сбой болған болса, балада, толық болып кеткен болса, онда ол жерде сізде может быть гормональный сбой. Может быть, бүйректен, может быть, қандай гормоннан болсын, білмеймін, гормональный сбой болуы мүмкін. Енді беріңіздер осыны алып, жайлап. Енді үлкендердің дозасынан азайтып беруге болады. 12 жасқа дейін, 12 жастан кейін уже үлкендердің дозасындай доза беруге болады. Тағы да сұрақтар. Саламатсыз ба, мен сұрақ қойсам бола ма? Менде уже 2 айдай болды, язва желудок болып жатыр. Медицинаның дәрі-дәрмегін ішсем де, аны тоқтатсам қайтадан ауырады. Сөйтіп уже почти 2 айдай болды, мазам кетіп жүр. Енді плюс еще киста яичника 10 сантиметр өсіп кеткен. Язваны емдемейінше кистаға операция жасауға болмайды дейді, кровотечение болады дейді. Осы жағдайда мен қалай жасасам болады? Женскийді алып салу керек па, или қалай, не істесем болады? Асқазан қалай емдесем болады? Женскийді, дұрыс айттыңыз, мен женскийді айтпай кетіппін. Женскийде бізде жаңағы тоже продукция бар. Мына жерде қазір қолымда жоқ болғаннан кейін есімнен шығып кетті. Ол дегеніңіз мочеполовая системаны, бүйректі, бүкіл жаңағы әйелдің, еркектің половой системасындағы бүкіл аурулардың барлығын, воспалительный процесс, соның барлығын снимать етіп, гормональный фонды орнына қояды. Сізде қазір женский жағынан жаңа киста деп отырсыз ба? Соған жаңағы нені, сол женскийді алып сала беріңіз, оның ешқандай зияны жоқ. Сразу соны баттаңыз, соны алып жаңағы нені. Коробкада 10 штук бар ғой, соны бір күн влагалищеден салыңыз, екінші күні ректально салыңыз, екі жақтан салып тез-тез жасап шығуыңызға болады. Енді ол операция жасатпай қойса бола ма? Операция жасатқым келіп отқан жоқ, матканы алып тастаймыз деп жатыр. Операция деген мен сіздерге айтайын, это самый последний очередь. Бірінші осыны сізге енді себеп болып отыр ғой, Алла тағаланың келіп отқан. Енді осыны жаңағыны салып бастап көріңіз. Ал енді асқазанның жарасы дегенге, асқазанның жарасына мен сізге қайтадан айтайын, жаңағы асқазан ішек жолдарын тазалау, мынаны ішесіз. Одан кейін мына пептидті бірге алып ішу керек, міне. Одан кейін мынаны да бірге ішесіз екеуін. Үшеуін алып ішейін ба сонда? Осын аласыз. А егер мені тыңдасаңыз, жаңағы полный нені составты бірге алып ішу керек. Без продуктов. Давлениеңіз қалай? Давление. Давление нормально. Жоқ, давление нормально менде. Көбінде асқазанда жарасы бар кісілерде жаңа анемия болып, давление түсіп жатады. Давлениеңіз нормально болатын болса, осы жаңа мен айтқан өнімдерді алып ішіңіз. Одан кейін жаңа женскийді қолданыңыз. Болды, операцияда. Женскийді, да? Операциядан құтыласыз. 5-ін алуым керек па? 5-ін алғаныңыз, конечно, дұрыс.
бесеуін алғанымыз. Потому что ана жерде жаңағы висцеральный жирді ерітетіні бар, организмде, в общем, жеңілдік болады ғой, түгел неде. Сондықтан общий рекомендация берем, полный алып ішкеніңіз дұрыс. И жаңағы женскийді қолданыңыз. Обязательно. Все, рахмет сізге аға. Жақсы түсіндіреді екенсіз. Рахмет. Ашқазанмен ауыратын кісілерге бізде жидкость бутылкадегі ашқазанға специальный не бар. Әне күні офисқа бір кісі келіп отыр да. Өзінің әкесі 75 жас екен. Ашқазаннан ауырып, апармаған доғдырлар жоқ, Қытайда тұрады. Қытайдағы кісілер екен да. Біздің офисқа келді. Сол айтып отыр әкесінің результатын. Апармаған доғдырымыз жоқ дейді. Сосын 40 жыл болған екен өзі ашқазаннан ауыратыны. 75 жасағы кісі ғой. Содан осынdan жидкостьті ішкен, бесеу алсаңыз, біреу подарка деген промоушн жүріп жатыр ғой. Сондай промоушнда пайдаланып, бесеу алып, 6 алып ішкен, содан кәдімгідей жақсы болған ғой. Ол амалсыздан алған ғой, негізі. Апармаған доғдыр, білесіздер ғой, бұндай неге сенбейді ғой көп адамдар. Сосын ана қызына баласы айтқан ғой, әкем қатты ауырып тұр, не істейміз, енді амал қалмады дегенде барып алып бергенде осы өнім көмектескен. Қатты әлсіреп кетті әкеміз дегенде, 75 жастағы кісі қайтадан орнынан тұрған осының продукциясынан. Сосын ашқазанға өте керемет продукция бар деп айтқым келіп тұр. Иә, біз енді барлық продукцияны 19 продукция ғой. Иә, 19 продукция. Айта бермейді, қазір білгенімізді айтып жатырмыз. Енді мынау асқазан шайы деген бар, тоже оны да ұмытып кеттім, қолымда болмағаннан кейін. Асқазан шайы ол өте керемет, өте керемет. Ол прямо молниеносно, прямо күшті көмектеседі. Оны да алып ішіңіздер, асқазан шайын. Тоже организмдегі жаңағы слизистый оболочкаларды восстановить етеді. Асқазанның, шектің жаңағы моторикасын, слизисталарын, слиздің дұрыс бөлінуін, оның барлығына күшті көмектеседі. Тазалайды, бауырды тазалайды, иммунитетті көтереді. Енді ол асқазан шайын действительно алып, былайынша да ішіп жүрген дұрыс. Так, қандай сұрақтар бар? Менің жалпы сұрайын деп едім, енді өнімнің кереметтігіне еш күмән жоқ. Мен де өнімді енді алып бастап пайдаланайын деп жатырмын. Бірақ маған алғаш келген адамға мен оған осы өнімдерді ұсына алмас бұрын, тұтынбас бұрын оның жағдайын қандай, несіне аса мән беріп қарауым керек. Немесе мысалы өтінде тас болады, бүйрегінде тас болатын жағдайлар болады. Ол кезде мен тазалайтын өнімдерді беруіме бола ма? Жаңа аз-аздан беріп көр деп жатсыздар ғой. Оған Мен қайталап айтам. Біздің өнімдеріміздің барлығы работает, жұмыс істейді на клеточном уровне. Клеткадан бастап, клетканың жаңағы оболочкасы, мен сіздерге айттым ғой, негізі адамның клеткасы анау заттарды клеткадан мембранасынан өткізбейді. Бұл жаңағы бүкіл біздің өнімдеріміз именно клетканың мембранасын жарып өтіп, клеткаға сіңіп, клеткадағы болып жатқан реакциялардың бәрін орнына келтіреді. Бүкіл адамның ағзасын, функциясын, системасын қайта орнына келтіреді. Сол арқылы біз организмдегі бүкіл аурудың бәрін жеңіп шығамыз. Сондықтан мен сіздерге қайталап айтам, егер клетка нездоровый болатын болса, ол нездоровый клеткадан тағы нездоровый клетка туылады, білесіздер ғой. Одан ткань пайда болады, одан орган пайда болады, сөйтіп цепочка кете береді, көрдіңіздер ма? Бұл жерде медициналық, традиционный медицинадан бұның артықшылығы именно клеткаға тез сіңу арқылы, клеткадағы болып жатқан ақаулардың бәрін орнына келтіру арқылы жаңа дені сау клетканы тудырып, сол клеткадан жаңа ткань, жаңа орган, жаңа функция жасап шығады. Қайтадан адамның өзінің табиғи функциясын организмдегі каждый органның, каждый клетканың табиғи функциясын орнына келтіреді. Сол арқылы адамның организмдегі бүкіл керек емес процесстерден, керек емес жаңағындай токсиндерден, диагноздардан арылып, құтылып, денін саулығын жөндейді. Енді қараңыздар, Алтынай ханымға өте рахмет, алтын уақытын қиып бізге осындай өнімдерді күшті қылып түсіндіргеніне. Енді бізде промоушн жүріп жатыр. Білесіздер, бүгін ертең ең соңғы күн. Ертең сағат 9-да бұл промоушн бітеді. Сіздер қазақша сағат 12-де, 9-да, 10-да жіберіп жүрмеңіздер. Ол кезде промоушн уже бітеді ертең. Ертең сағат 9, Қытайдың уақытымен 12, түнгі 12. Өйткені Қытай 3 сағат алдыда бізден. Сол үшін ертең сағат 9-ға дейін үлгергендеріңіз үлгеріп қалдыңыздар. 5 көз өнімін алсаңыздар, 1 көз өнімі подарка, 5 спрей алсаңыздар, 1 спрей подарка, жаңа ағза тазалау алсаңыздар,
жаңағы керемет мына токсиндер тазалайтын осы подарка. Егер 475 000 зат алам десеңіздер, крем десеңіздер, сол пакет 30% қой, ең күшті пакет. Онымен кірсеңіздер 3 подарка береді. Ходовый тауарлар, анау үйге әкеп алып, мына не істеймін дейтін тауарлар жоқ бізде. Көп компанияларға кіріп алады да, эмоциямен, ойбай басында қалам, ойбай миллионер болам деп, қанша ақша болса сонша ақшамен кіріп алып, ана продукцияны құшақтап отырады, мына не істеймін деп. Бұндай продукция жоқ бізде. Пираж кешіп өтіп жатыр деп айтсақ, артық айтпаймыз. Сол үшін өздеріңізге мини склад жасап алыңыздар, командасы барлар. Ертең мына тауарым, маған мына тауар ауыстырып бересің ба дегенде ауыстырып бере қалатындай мини склад каждый лидерде болу керек. Оны жасайтын уақыт бүгін, ертең 2 күн ғана. Бұл промоушен бізге келе бермейді. Сол үшін бұл промоушен лидерлерге де пайдалы, халыққа да пайдалы. 2 күн жақсылап отырып, промоушеннің игіліктенейік. Соны айтқым келіп тұр, иә? Сіздерге. Жақсылық ханым, рахмет сізге. Тағы сұрақтар болса қоя беріңіздер. Саламатсыз ба? Менің бір сіңілім бар еді, сол осы бір жетте давлениесі көтеріліп, 3 рет скор шақыртты, укол істеді, бірақ сама уақыттан кейін қайттан шақырт, и сразу реанимацияға алып кетті. Қазір енді жасайын десе, шекері бар екен. Вот. Кардиохирургияда жатыр. Соны айтайын, бүгін кеше бардым, жолыққанда вроде былай нормально сияқты, нормально чувствую себя дейді, бірақ до операцияны уже бір жеті болды, созып істемей жатыр, өйткені шекері бар дейді. Енді олар антропин деген солсыз. Мен тек сұрайын деген, антропин деген дәрі, ол уақытша ма операция дегенше, или ол профилактически жұмыс істейтін укол ма? Или осы или компанияда Антропин деген мен сізге қайталап айтайын, фармацеялық дәрілердің барлығы ол уақытша басып қояды. Симптомы жаңағы не дейді ғой, притупляйт дейді ғой орысша айтқанда. Симптомдарды басып қояды. Антропин деген оны операцияға дайындау үшін, жаңа давлениесін орнына келтіру үшін уақытша нәрсе. Одан да сізде енді сахар қанша көтеріледі, қанша уақыт болды, давление на основании чего, ненің негізінде болған давление, жаңа жүре пайда болған ба, или генетика ма, или бүйректен ба, оның причинасын қарау керек. Оның бірінші причинасын тауып, причинасын орнына келтіру керек. Вот. Сондықтан қазіргі таңда енді ол операция жасау керек болып тұр ғой енді оған. Ол операцияға бармас үшін мен сізге қазір рекомендация айтар едім, лучше осы өнімдерді алып, жайлап беріп бастаңыздар. Больницада жатыр ма қазір ол кісі? Больницада жатыр. Енді мен сіздерге айтайын. Кардиохирургияда жатыр. Енді мен сізге айтайын, бұл жерде жаңағы бұндай өнімдерді дәрігерлер кіргізбеуі мүмкін. Кіргізбейді. Коллаген кіргізсе, коллаген беру керек еді. Иә, содан кейін жаңағы коллаген болсын, басқа болсын, мысалға, пептидный коллаген восстановить етеді негізінде. Хотя бы осы пептидный коллагенді кіргізіп, жайлап ішкізіп көріңіздер. Жаңағы 100 грамм суға араластырып, не ретінде кішкене энергиясын көтереді, коллаген жаңағы клеткалардың барлығын восстановить етеді. Восстановить етеді, и организмге тамақ ретінде энергияны ұстап тұрады. Вот сондықтан осыны бастап беріңіздер. Одан кейін барып, мен сізге айтайын, қайталап айтайын, операция деген это самый последний очередь. Ешқашан операцияға тез баруға тырыспаңыздар. Организмде ешқандай артық орган, ешқандай артық ештеме жоқ организмде. Барлығы система, общий система. Бір айналып келе жатқан системаның бір жерінен бірдемені кесіп алып тастаңыздар, ол не болады? Жан-жаққа кетеді. Сондықтан системаны бұзбау керек, организмдегі өзінің системасын қайтып орнына келтіру керек. Айтайын деген, просто мына ана давление 220-ға көтерілгенде скорыймен алып кетті ғой, сол кезде ана 3 тамыр бар ғой, жүрекпен қосылатын, сол тамырлар жабысып қалған видать. И теперь ана істейтін бар ғой, через вены. Ол операцияға жарамайды, полостной істейміз деп жатыр. Шунтирование. Енді мен сізге айтып отырмын ғой, менің өзімнің туған ағам, операцияға түсейін деп тұрған ағам,
міне стенд қоямыз, шунтирование жасаймыз. Сіздер қараңыздар, организмді ашты, оны жасады, операция жасады. Ол адам қайтадан 100% өзінің қалпына келмейді. Одан кейін ол кісі өмір бақи жаңағындай таблеткада отырады. Мен сіздерге айтайын, нағыз инвалид болады деген сөз ғой. Ол адамның ағзасын тілді ма, кесті ма, бітті. Ол жер мысалға сіз оны 100% қайтып орнына келтіре алмайсыз. Қайтадан сол жаңағы таблеткаға отырады. Ол таблеткалардың көбісі бір жерді ол калечит, бір жерді лечит, өзіңіз білесіз. Егер қанның жаңағы айналып тұруын ол стенд қоятын болса, егер оны қайта-қайта ауыстырып отыру керек, білесіздер ма? Одан кейін шунтирование ашып жасаған болатын болса, ол қайтадан орнына келсе, қайтадан тағы жасайды. Лучше осындай естественный, табиғи жолмен тазалап, қайтадан орнына келтіруге тырысыңыздар. Мен бағана айтып кеттім, жүректің моторикасының аритмия болуы, жұмыс істемей қалуы, митральный клапанның дұрыс жабылмай қалуы, стеноз болуы, ол тек қана жаңағы қанның қойылуы, қанның жаңағы токсиндерге толып кетуі, моториканың жұмыс істемей қалуы ғана болуы мүмкін емес. Ол жерде жаңағы неде жүректің өзінде, жүректің бұлшық етінің өзінде паразит болуы мүмкін. Сол паразиттердің сол жүректің құрылысын, жаңа жүректің моторикасын бұзып тұруы мүмкін. Оған көбінде кардиологтар мән бермейді, оған, білесіздер ма? Енді сізде жаңағы айтып отырсыз, сахар бар деп еще. Бұл жерде еще ұйқы безінің функциясы бұзылып тұр. Көрдіңіз ба? Ұйқы безінің функциясы дұрыстау керек, ұйқы безінің функциясын. Содан кейін жаңағы ары қарай қанды тазалап, қанның стенкасын, қанның ішіндегі керек еместердің бәрін тазалап отыру керек. Оған енді восстановление клеток ең бірінші, жаңа Сайрагүл ханым дұрыс айтып отыр, осы пептидный коллагеннен бастап беріп көріңіз. Бірінші энергияны көтеру керек, жағдайды дұрыстау керек организмдегі. Содан кейін мына иммунитетті берсеңіз болады, иммунитет. Қараңыз, мына иммунитетті осыны бір капсуладан беріңіз, бастап, сөйтіп иммунитетті көтеру керек, клетканың жағдайын дұрыстау керек, 100% орнына келтіру керек, сөйтіп барып, ары қарай уже дальше больше уже көру керек ары қарай. Мен сізге негізі осының бәрін жасап болғаннан кейін, очищающийді ішкен дұрыс программаны. Жаңағы иммунитетті көтеру керек деп тұрсыз ғой, Алтынай ханым. Соны Ардақ ханым айтады да, біз алып отырған уколдары бар ғой, постоянно система салат, оғырқа сағат. Соның 19 есе күштілігі деп. Оның жарайды. 19 есе, мынау 19 есе күшті жаңа системалардан, жаңағы организмде антибиотики, антивирусный препараттардан. Ол өте керемет көмектеседі 19 есе. Енді мынадан мен екі отзыв айтып жіберейін. Қанды тазалауымыз 47 есе қанды разжижать ететін, қанды тазалайтын препараттардан 47 есе күшті екен, қараңыздар. Бұны да ұмытып кеттім айтуды. Мына коллагенмен жаңа менің үйіме осы бизнесті біз енді бастаймыз деп Қытайға бар келейік деп біз бәріміз сөйттік қой. Мен бар, Жанар ханым бар Астанада, осы жерде бар болса Жанар ханым отырар. Бәріміз осы компанияны көруге Қытайға бар келейік, продукциясы мықты деп, көрейік зауытын бәрін деп. Сол кезде осын Жанар неден келеді біздің үйге, Астанадан ұшып келеді. Сол кезде төмен давление екен, өң түсі жоқ, жаман болып келеді. Сосын біз шошығанымыздан Жанардың түрін көріп біз шошып оған скорый шақырдық. Сол скорый келгенше Ардақ бар ғой үйде, мынадан біреу береді ғой. Скорый келгенше анау кәдімгідей қалпына келеді, скорыйға не айтарын білмей қалған біз. Содан бастап вообще өнімге деген сенімділігіміз артқан. Сосын мен офисқа бір кісі келеді, офисқа енді бастап жатырмыз ғой, міне. Офисқа бір кісі келеді. Ол кісі жөтеліп қоймайды ғой. Жөтеліп қоймайды. Ол жерде Дархан мырза маркетинг айтып тұр да. Ол 4-5 адам отырған, ол тура сол кабинкада. Бәрінің мазасы кетеді, бір адам жөтелсе, қатты жөтеліп тұр. Мен сосын ол кісіге бір нәрсе бере қояйын деп, ол кісіге сомкамнан мынаны іздеген мен, мынау суыққа көмектеседі ғой. Сосын жөтеліне осы көмектесетін жар. Мен сомкамда жүреді, мынау 2 тал болса да бере салсаң адамдарға момент көмектеседі. Сосын мен мынаны тауып алдым да, коллаген берем. 2 сағаттан кейін айтып тұр ғой маған. Сосын жаңа чайды ішті ол кісі. 2 сағаттан кейін айтады ғой, мен Сайрагүл ханым білесіз ба дейді, 14 жыл демеген етек кірім келді деп. Мына продукциялар момент көмектеседі адамдарға. Сол үшін бұл Қазақстанда жоқ продукция деп айтамын да мен. Еш күмәнсіз пайдаланыңыздар. Продукция мощный. Маркетинг өзі жұмыс жасайды, продукция жұмыс жасаған жерде. Бүгін сағат 2-де офиста сабақ болады. Келіп тағы да тыңдаңыздар Алматыда. Орыс тілінде өтеді бүгінгі сабақ. Мен де айтамын ғой, продукция өзі жұмыс істесе, ақша өзінен өзі келеді деп.
сұрақ қоюға бола ма? Егер де вот сіз енді врачсыз ғой да. Ана сіңілімді сізбен сөйлестірсем, потому что ол қобалжып тұр. Мына алдында мен өзім ішіп отырамын баттарды. Сіңілім көбісі сенбейді. Енді кеше барып айтып едім ғой, операция істегенше давай попьем что-нибудь деп. Енді қазір екі ойда отыр. Сол енді мен сізге телефон алып сізді сөйлестірдім. Жарайды, сөйлестіріңіз. Алдын ала звондап айтыңыз. Телефонды қалай аласың? Телефонды. Телефонды осы чатта бар, мен телефоным. Осы телефонға. Жақсы, онда жаңа. Сұрақ қойсам бола ма? Менде мамамда екі көзінде катаракта, бір көзіне январда операция жасаған, екінші көзіне енді портал бөлінді, енді жасайын деп жатыр. Бірақ ануда мен карандашты алған кезде сразу барып мамама жақтым. Бір көзінде хрусталик тұр ғой, оған жаққан жоқпын, сау көзіне жақтым. Ол вообще қараңғы, ондай бұлдырғы, вообще 10% көреді деп айтқан. Вообще не жоқ, бұл операция істейсіз деген. Сонымен мамам алдында жүрген, сонымен мынау екінші көзім, мына операция істеген көзімнің несін тартып жатыр, бұл да вообще жаман көру бастады. В общем, соқыр болып почти. Бұлдырлап жатыр деймін. Бұлдырлап жатыр, вообще көрмейді. Көп адам сондай симптомдарды айтады. 2 рет жақтым, 15 минут, 1 рет жақтым, 15 минуттан кейін тағы жақтым. Кешке барып алған күні сразу кешке барып жақтым да, сөйтіп кетіп қалдым мамадан. Мен бөлек тұрамын ғой енді, бірақ қасында тұрамын почти. Сөйтіп азымда бара алмадым да, түстен кейін барып қайттан 2 рет жақтым. Жағар алдында қарасам далада отыр екен. Анау жасап. Сосын мама көзің қалай болды деп едім. Мынау күшті екен, көзімді шайдай ашты деді. Бірақ енді былай көріп кетпесе де, бірақ енді мынау ақ пен қара пятна уже различать начала. Соның мен айттым, мама давай осыны қайттан жаға берейік деп. Қайттан жағып кеттім. Сөйтсем, анада мама давай осы промоушен, давай алып алайық бүйтейік сөйтейік десем, мен бәрібір де не істеймін ғой, операция жасаймын ғой деп жақпай қойды. Ол ана өзіне құйып алды да, что міне бір көзім обязательно екінші көзін тартады, екінші көзге обязательно жасау керек деп. Сонымен жаңа сіз айтып отырсыз ғой, операция последний не деп, ол прям уже соған сеніп алдым, мен уже екінші көзімді теңестіруім керек, ол тек қана операция теңестіреді деп отыр. Сондай кісілерге не айтасыз? Енді ондай кісілерге айтатын, мынау мысалға катарактіге алып жағып атқан кісілер, көбінде жаңа көздері дұрыс көрмей атқандар, катарактыны қалай кетіреді? Катаракты дегеніміз не? Соған бірінші мән берейік. Ол көздегі жаңағы пленка сияқты көздің қарашығын жауып тастайды, атпақ болып жаңағындай жабылады. И көз дұрыс көрмей қалады. Ол жаңағы клейді алып қағазға жабып тастайсыздар ғой, сол сияқты болып тұрады ғой. Енді бұны жаңағы карандашты қолдана бастаған кезде адамның жаңағы көзінен жас шығады, ашиды, көздегі бүкіл жаңағы керек емес токсиндерді, шлактардың барлығын сол жерден шығарады, көздің жасымен. И одан кейін жаңағы катаракты қалай жазылады? Катаракты жаңағы қатып қалған клейді жібітеді ғой, ертеді. Например, ерткен кезде олар жаңағы қоймалжың бола бастайды да, ери бастайды дағы, көзде как будто бұлдыраған сияқты, наоборот, көзі қайттан көрмей қалған сияқты болады. Сөйтіп ертіп, ол сыртқа қарай шығарып, сөйтіп барып ол пленканы былай жұлып алып тастамайды ғой. Сол ерту арқылы, сыртқа шығарып, тазалау арқылы ашады бәрін. Ол любой нәрсе через обострение болады. Даже мысалға тасты да ертеді, например, да, ол да жаңа бор сияқты бірінші ісінеді, ол ериді, ол жаңағы құмғайлана сөйтіп шығады. Бұл жерде де жаңа катаракты дегеніміз солай. Бірінші неткен кезде как будто ашылған сияқты болады, бірақ жаңа действие басталған кезде көзде жаңағы клейді ертіп атқан сияқты боласыз ғой. Ертіп сөйтіп барып тазалайды. Карандаш па? Карандаш. Сөйтіп жаңағы нетеді, сыртқа қарай шығарады барлығын.
А егер какой-то бір нервқа зақым келген болатын болса, өткенде өздеріңіз білесіздер, жаңағы бір кісі, врач кісі көзін көрмей қалған, травма алған, линейка кіріп кеткен кезінде инвалид, сол көзі көріп кеткен. Не көріп кеткен? Ол линейка кіріп кеткен кезде, травма алған кезде бір какой-то нервқа задевать еткен. Көрдіңіздер ма? Нервқа задевать еткен. И сөйтіп бұл жаңағы карандашты жаққан кезде сіңімділігі күшті деп айттым ғой сіздерге. Сол жаңағы барып, жаңа нерв, зақым келген нерв клеткасын восстановить етеді ғой. Көрдіңіздер ма? Содан кейін барып, уже адам көзі көріп кетеді. Спазмды снимать етеді көздің айналасындағы. Кейде адамдардың көзі ішіне тартып, давление болып, спазм болып сөйтіп жатады ғой. Вот сондайларға да тез сіңеді, спазмды, давлениені снимать етіп орнына келтіреді. Ал енді бұл катаракты деген көздің ішінде өсінділер болады көбінде. Катаракты деген енді ол пленка. Соның барлығын ол жаңағындай қылып, қағазға жағып қойған клейдің үстіне бірдемені ертесіздер ғой. Сол кезде қоймалжың болып кетеді ғой. Сол қоймалжың сияқты болып басталады, сөйтіп еріп, содан кейін барып тазаланады шығып көзден. Сол. Негізі оның былай ешқандай зақым келмеген, просто сол катаракты деп не істеді. Тазалайсыздар. Болады, иә, бірақ ұзақ не қылу керек шығар оған. Қайта жаға беру керек қой. Ол көбісі айтады, біз карандаш жағатымыз, оның зияны болып кетпей ма деп. Бұл жерде мен любой продуктын айтар едім, ешқандай зияны жоқ бұларда. Ешқандай, потому что химия жоқ, примеси жоқ. Бұл таза кәдімгі сморщиваться етіліп қалған клеткалардың барлығын қайттан орнына келтіреді. Қайттан жұмысын орнына келтіреді. Сөйтіп барып. Сенбейді ғой адамдар, сенбейді ғой. Сөйтіп түсіндіру керек. Сөйтіп ол анау ауырып жаңа қоймалжың болып, көзім алды, бұлдыр, көп сөйтіп айтып жатыр, жаңа катарактыға алғандар. Ой, көзім алды, наоборот, бұлдырап кетті, қоймалжың бірдеме болып кетті деп. Ол жаңа мен айтқан нәрсе. Бірінші ертеді, әдемлеп тұрып, содан кейін барып шығарады, бәрін тазалайды. Қолдана беру керек. Сәлеметсіз ме, сұрақ қоюға бола ма? Қойыңыз. Что-то 2 сағат қосып отырмын. Айта беріңіз. Жаңа ғана қосылды, мен ссылканы случайно біреу берді да, енді білмей қалдым, мындай сұрақ болады. Атам 90 жастағы атам, Екібастұз Гүлбақытпын. 90 жастағы атам карандаштарды қолданып жатыр. Екеуінің көзінде хрусталик искусственный. Алдындағы не құмырсқа дейді, енді не ғой, мошки. Солар бәрі кетіп қалды дейді. Да, ол кетіп қалды дейді. Стенка қарағанда құмырсқалар жүретін дейді. Қазір стенка қарасам құмырсқалар жүрмейді дейді. Сосын бір көзі нұрай қап-қараңғы болып жатқан, содан белое пятно ағарып жатыр да, уже зрение уже возвращается. Енді у меня вопрос, у него же искусственные хрусталики. Отторжение болмай ма, ана иммунитеті күшейіп көзін, ана искусственный хрусталиктар итермей ма? Енді ол жерде так, қыздар, микрофонды өшірейікші. Ол жерде енді искусственный хрусталики болатын болса, енді қазір енді результат беріп жатыр ғой, бірақ все равно сіздер абайлап жағуыңыз керек. Көзден алшақтап жағыңыздар. Мынау құлақтың түбіндегі не бар, гусиный лапка деген бар мына жерде. Осы жерден кететін тамырлар. Алтынай естімейатсыз. Ой. Енді естілдім ба? Де. Енді көзде хрусталигі бар, сетчатканы абайлаңыздар. Сондықтан оны былай істейміз. Көзден алшағырақ жағамыз. Мына құлақтың түбінде, құлақтың жанында гусиный лапка деген бар, мына жерде шұңқыр бар, құлақтың айналасында мына жерде. Осы гусиный лапкаден бүкіл жаңағы системада қан тамырлары көзге, мұрынға, тамаққа бәріне кетеді осы жерден. Сол жерге жаға беріңіздер. Не, осы жерге. Құлақтың артына, осы жерге, сол жерден баруы мүмкін. Баруы мүмкін деймін. Сол жерден жаңа тамыр арқылы, нервтар арқылы көзге де, мұрынға да, құлаққа да, тамаққа да барады негізі. Міне, сол жерге жақсаңыздар. Соны айтып жатырмын. Болған шығар. 2 сағат болды. Енді рахмет барлықтарыңызға келіп, осы презентацияға қатысып отырғандарыңыз үшін. Енді ары қарай қолданыңыздар, денсаулықтарыңызды түзеңіздер, денсаулықты түзей отырып. Рахмет, Алла разы болсын, өте күшті.